Бала кезімде осы мектеп қабырғасында жүргенде ең бірінші сол өнердегі өнерге баулып ән айтуды үйреткен ұстаздарым әлі күнге дейін есімде. Негізі ең бірінші бізге жас бала түсіндеткен, мысалы мынау патриоттық әндер ұнайтын көбіне. Сол патриоттық әндерді үйреніп, осы күнге дейін сол жаңағы патриоттық әндердің өзінің жаңағы вокалдық несі орындау шеберлігі кішкене жаңағы операға да келетін сияқты, сол жақтан бастап алған сияқты да. Өйткені көбіне жеңіл желпі әнге мен жақын болмадым, дегенмен сол ел туралы, біздің жер туралы, жаңағы мынау ұлы отан соғысынан кейінгі шыққан әнде, солардың бәрін ол кезде YouTube жоқ, мүмкіндік жоқ, ауылды жер, сол кезде бізге анау соғыс әндерін айтқызатын еді. Иә, сол әндерді орындайтынбыз. Мен есімде қалғаны ең бірінші менің ұстазым жаңағы Девсалдина Роза ханым мектепте дауысымды естіп, маған әнші балапан деген республикалық сол жердегі конкурстарға қатысып, Арқалық қаласында жүргенде, оқып жүргенде. Сосын есімде қалғаны Савин Петр Александрович деген анау кезінде тыңды көтеруге келген музыканттар біздің елімізге. Солар енді қолында гармоны бар, жаңағы Магомаевтың кім екенін, оның қандай әндері бар, люди мира на минуту встаньте деп сондай әндерді үйреткен. Содан бері мен сол жаңағы патриоттық әнге де өзімнің енді қызығушылығым болды. Сол себептен сол өнерге сол итермеледі деп ойлаймын. Және өзім ән айтуды жақсы көретінмін. Ең бірінші бірақ үйде отырғанда, мектептен бұрын өзімнің туған ағам, Серік ағам үйде отырып, ауылда пеш жағып отырып, жылынып отырып, нені үйреткен маған: өкілі камшат, бүрмейлі көйлек, тұрғандай өзің, қимылсыз билеп. Сөйтіп есімде, жаңа бала кезінде сұрағаннан кейін бәрі міне дәл осы эфирде есіме түсіп жатыр. Сол негізі бала кезінен сондай, мысалы, құштарлығың болса ән айтуге, конкурстарға неге қатысып, өзінің енді бәсеке андай айтады ғой, шығып өз өнеріңді көрсеткен дұрыс. Өйткені мен ойлаймын, егер мен сол кезде жаңағы өнермен қызығушылық болып, мен ары қарай оны дамытпасам, сол деңгейде қалатын бет деп ойлаймын. Негізі мектеп қабырғасында жүргенде жаңағы жас балаға өмірге деген ер адам болғаннан кейін мамандық таңдау оңай емес. Сол себептен бұл сен мамандығыңда енді соңында жүрсең қиын, алдында жүрсең де қиын, сол ортасында. Бірақ дегенімен сол өнерді жақсы көргеннен кейін осы күнге дейін, Құдайға шүкір, үлкен еліміздің жаңағы тек қана марапаттар емес, бірақ халықтың да көңілін өлтеп алатын өзімнің жеке парақшамда біліп жатамын, көріп жатамын. Яғни үлкен сахнада ән айтсам, әнші болсам, елімнің патриоты болсам деп армандадыңыз ғой жалпы? Иә, өйткені негізі бізде енді біздің Торғай елінің тума азаматтары негізі бізде айтатын сөз бар: Торғайға ары қарай тек темір жол жетпей қалған, бірақ талантқа тұнып жатыр деп. Шыны керек, былай айтатын болсақ, біздің негізі кіндік тамған жерім, елім сондай өнерге, спортқа өте жақын. Және барлық үйлерде домбыра ілініп тұрады, келген қонақтарын өздері отырып домбырамен ән айта береді. Сондай біздің, енді өзіңіз білесіз ғой, Торғай жері ешқай жермен шекаралас емес. Қазақ тілі таза өзінің кейпінде сақталған, өзіңіз білесіз да. Ахмет Байтұрсынов алфавитімізді қалаған, иә. Ел балалар оқулық деп Ыбырай Алтынсарин ең бірінші білімге, өнерге жетелеген мектептер ашылған. Сол себептен біз енді сондай қазақи ортада өскеннен кейін жаңағы қазақ өнерін, жаңағы қазақ әндерін үйде айтып, жанұямызда өстік. Бәрібір ол әсер етпей қоймайды дейсіз. Әрине. Жақсы, яғни құрметті жастар, армандар орындалады, армандаңыздар дегіміз келеді. Енді осы жерде Сүннет мырза, тағы да мына өзіңіз опера әншісі ретінде кәсіби
қалай айтсам екен, кәсіби жолыңыз еліміздің қай қаласынан бастау алды? Ол кезде неше жаста едіңіз? Алғашқы сахналық қойылымыңыз есіңізде ме? Одан қандай әсер алдыңыз? Осымен бөлісіп отырсаңыз. Иә, ол қиын емес. Мен осында Астанаға келгеніме биыл 25 жыл болыпты. 2001 жылы мектепті тамамдап, ешқандай музыкалық білімсіз осы Астана қаласындағы музыкалық академияға келдім. Подготовительный курс дейді. Сонда анау жаңағы музыкалық колледжде не үйренеді, соның бәрін 2 жылдың ішінде үйреніп, оқуға түсіп, грантқа. Сөйтіп, осында Қанат Әбдіқадыров деген кезінде Күләш Байсейітов атындағы театр болған. Содан менің үлкен сахнаға деген жолым, сол кісі маған жол салып, содан басталып отыр. Бірақ ол театр қазіргі таңда жабылған. Орнына 2013 жылы Астана опера театры ашылды. Сол тұрғыда сіз ары қарай сол Астана опера театрына жалғастырдыңыз, иә? Иә, өнерімді жаңағы жалғастырдым, бірақ дегенімен 2001 жылы келгенде, жасым 16-17-де музыкалық білім жоқ. Мен өзім жаңағы оқуға түсіп, жаңағы подготовительный курс дейді, дайындық курстары 2 жыл. Соның ақшасын төлеп оқып жүрген кезімде мен өзімнің қасымдағы жаңағы оқып жүрген балаларды көріп, мен ойлағам, жарайды, мен әнді жақсы көремін, мысалы арман қуып Астанаға келіп жатырмын. Ол кезде бәйтерек те жоқ. Сол кезде мен ойлайтынмын, анау өзімнің жаңағы әріптес балаларымда, әріптес деп айтуға болады, қазіргі таңда бәрі әнші өнерде. Сол жаңағы балалардың өнер көрсетіп отқанын көріп, мен не пианино ойнап білмеймін, не ноты білмеймін, мынандай тап-таза ақ қағаз сияқты. Мен қайда келдім? Еще ол жігіттер, балалар шығып сахнаға, енді бізде академический арасында концерттер болады. Сол кезде бірінші рет естіп, көп әншілерді таңғалып, мен қайда келдім? Бұл өнерден мен бірдеңе шыға ма? Қалай бұл салада мен өзімді таба аламын екен? Өйткені көріп жатқан жаңағы әріптестерім өте керемет, дауыстары қойылған, ұстаздары болған. Колледж бізде енді Арқалық қаласында енді көбіне ондай мүмкіндік болған жоқ. Көбіне бізде домбыра болды, хор, кішкене сондай дәстүрлі ән сондай. А мен соны Торғай даласында жүріп, жалаң аяқ, өзімді елестетемін, жалаң аяқ бір жүгіріп жүретінбіз, бір орында тұра алмайсың, өйткені жазда күн ыстық болады. Сосын жалаң аяқ бір орында жүріп, сондай елестетемін да өзімді. Сондай Торғай жерінен классика өнеріне, енді мысалы өзімнің сол тағдырым деп ойлаймын. Сол себептен сондай ортада жүріп, өзімді теңестіргенде мен ойлайтынмын, бұл салада мен маған күрделі қиын болады ау деп. Бірақ дегенімен ер адам болғаннан кейін бізге сол тек қана қазақтың жігіттеріне қарапайымдылық емес, жаңағы тұрақтылық та жарасады. Сол себептен ізденіп, қиыншылығын бәрін көріп, сол одан кейін ол тек қана онымен шектелмейді, ол сахнаның өзінің қиыншылығы бар. Жаңағы вокалдық үйрену, дауыстың өзінің шеберлігі, оның бәрі көптеген уақыт талап етеді. Негізі үлкен өнер ғой, оның өнердің шыңы. Сол себептен сол 2020 пандемия басталмай тұрып, 2020 жылы мен Астана операмен қош айтыстым. Бірақ өнерден кетсем де, операдан кетсем де, мен өнерден кеткен жоқпын, өйткені мен опера әнші болып қалыптастым. Жаңағы көптеген партияларды сомдадым, басты рөлдерде, жетекші солист болдым, мастер сцены болдым. Енді оның өз нелері бар. Өзіңіздің былайша айтқанда өнердегі даму жолыңыз болды, қалыптасты. Үлкен сол жол мүмкін әлде жалғасып келеді. Иә, бұл бір берілген бақ, немесе тек қана талантпен деп ойламаймын, ол тек қана еңбек арқылы, жұмыс арқылы, іздену арқылы. Сосын бізде опера саласында әншілер көбіне жеке іздену керек. Жалпы зерттеу, өзін өзі іздену керек. Ары қарай жан жақты дейсіз ғой. Дауыстың техникасын, соны айтып, соны ізденіп, шетелге де оқуға кетіп қалғаным бар, оны ары қарай жалғастырамыз. Оны ары қарай жалғастырамыз. Енді осы тұрғыда жалпы айтып жатсыз ғой, жаңа біз көптеген әндер орындадым деп, енді сіз тек қана мынау біздің ұлттық қана емес, талай мына әлемдік классика жауһарларының партияларын орындадыңыз, ірі партиялар. Енді солардың ішінде қайсысы өзіңізге сондай бір сүйікті, жақын және неліктен, не себепті? Мүмкін бір кішігірім тарихын айтарсыз.
негізі өте дауысыма жататын, баритон дауысқа жататын партиялар көп. Соның ішінде ерекше бәрін бөле алмайсың, өйткені әр кейіпкердің өзінің тарихы бар, өзінің вокалдық техникасы бар, өзінің жаңағы болмысы бар. Сол себептен маған әнші ретінде, профессионал ретінде бізде орысша айтады совокупности. Мен әр сахнаға шыққанда тек қана Сүндет Байғожин болып шыққым келмейді да. Әр кейіпкердің, мысалы Фигараны айтқанда, Фигараның образында, Дон Карлос операсын орындағанда, Родригоның партиясында, мысалы Абай атамыздың рөлін орындағанда, басқа сол бір жеткізетін, түсіндіретінім, бізде операда біз дауыспен суреттейміз. Дауыс арқылы әр кейіпкер ұқсас болса, Абайды да сол Сүндет дауысымен айтса, мысалы, ұқсас болса, қызық емес. Сол себептен біз партияны 2-3 ай, 4 ай, жарты жылға дейін жаттаған кезімізде, өзіңіз білесіз, 200-250 бетке дейін барады бір орындағанда, басты партиялар. Оның бәрі есте сақтау керек. Және жаңағы үлкен шеберлік талап етеді. Күрделі партиялар бар, оған да ақырындап әншілер келеді. Бірақ айтайын дегенім, жаңағы партиялардың образдың жаңағы дауысы арқылы жаңағы өзінің берген кейіпкеріңді ұқсас болмау бір-біріне. Сол маған ұнайды. Ұқсас болмау керек па? Фигара болса, ол Фигараның дауыстың несі өзінің қалай айтсам екен, дауыстың кейіпкердің өзі кейіпкер, ол басқа кейіпкер. Сол себептен дауыстың берілуі де өзгеше болу керек. Өйткені Фигараны мысалы сен кішкене жарқын көңілді сонда айтып орындайтын болсаң, Абай атамыздың рөлін кішкене салмақты, сосын оның дауысы да қою, жұмсақ, сондай болу керек. Басқа партиялар өзгеше. Мысалы французша неде айтқанда да ол әр партияның өзінің ерекшелігі. Демек бір сарында ол болуы мүмкін емес. Ол образ ашу үшін бәрібір өзгеріп отырады. Сол себептен әнші қызық несімен жаңағы әр партияға шыққан сайын, бүгін мынандай партия орындап отыр. Ерекше дауысы басқаша шығады. Өйткені біз дауыспен суреттейміз ғой. Мысалы, болып жатқан жағдайда. Бір әңгімелеп жатқан сияқтысыздар ғой. Бірақ оны көрермен дауыспен қабылдайды. Мысалы, мұңайып жатыр ма, күліп жатыр ма, қуанып жатыр ма, или ренжіп жатыр ма, или сыртынан бір көре алмай бірдеңе жасап жатыр ма. Енді Моцарттың операларында көп. Бұл жерде қойылым ғой. Тұтас қойылымды ойнап шығу. Сондай әншілерді мен өте жақсы көремін. Кейбір әншілер әртүрлі партия орындағанда сен танымайсың. Айтып тұр ма деп, дауысы басқаша. Бірақ өзгеріп кеткен. Ол уже үлкен шеберлік. Әрине, бұл шеберліктің шыңы деп білем. Енді жаңағы бір арасынан сүйікті бір әнді айтып, не себепті ол сондай бір өзіңіздің жүрегіңізге жақын? Жаңағы партия айтайын дегенім, жаңағы сіз сұрақ қойдыңыз, толығымен жауап бермедім. Ең сүйікті партиям, әлемдік операларды айтатын болсам, маған ұнайтын партия Родриго, Дон Карлос операсында, Вердидің. Енді әлемдік опералар, Фигаро да бар арасында. Ешқайсысын бөлем. Бірақ ерекше орын алатын енді өзіміздің жаңағы Ахмет Жұбатың, Латиф Хамидидің жазған операсы Абай. Абай атамыздың партиясы маған енді үлкен көптеген әншілерге, баритон дауысты әншілерге үлкен арман. Ол арманды менде орындадым. Сол себептен менің репертуарымда болды, сахнаға шығып орындадым. Абай театрында да маған орындау сондай үлкен не болды, қалай айтсам екен, қуаныш. Дәл сол партиямен сол Абай атамыздың енді өзінде бір рухының не шығарсыз орындап, оның 180 жылғы да өтті, мысалға, талай орындап жүрсіз, мемлекеттік сыйлықтың иегері, мысалға, сол партия үшін беріп отыр ғой сізге. Мемлекеттік сыйлығын біз Италияда, шетелде, тек қана Италияда емес, Өзбекстанға да бардық, бірақ осы сахнада Абай атамыздың жаңағы операсын қойып жүрдік, орындап жүрдік. Сол басты кейіпкер ретінде, жас әнші ретінде Қазақстан тарихында сол жаңағы Абай атамыздың мемлекеттік сыйлығын алған болатын. Астана опера театрында еңбек етіп жүр. Ол үлкен күрделі еңбек, бірақ басты мәселе ол тек қана сахнаға шығып орындау емес, ол операның күрделігі. Әр
маусым сайын, әр сезон сайын жаңағы репертуармен, театрмен қайнап жұмыс істеп жүру, сол күрделігі. Ол алып, ұстап қалу, ұстап жүру жаңағы партияны. Күнделікті дайындықта болу. Дайындықта болу. Ұжыммен бірге жұмыс істеу, үйлесім болу керек. Сол себептен көбіне сол Абай атамыздың партиясы ұнайды, өте ұнайды. Олай болса, Әудемиттің қазақ жоқ деп бізге қосылмасақ та біз сізді қолпаштап отырайық. Бізге, көрерменімізге дәл қазір TikTok парақшамызға тікелей эфирге қосылып отқан көрермен қауымға бір сүйікті әндеріңіздің бірін орындасаңыз. Сол Абай атамыздың жаңағы мұңайып жалғыз қалып, сондай қиын ойда, сондай жаны қиналып ойға салғанда, сол жерде бір айтатын зарлының наласы деген әні бар, соны үзіндісін орындайық. Жақсы, алдында. Зарлының наласы, жас жүрек жарасы, от салды ойыма, болар мұң панасы. От салды ойыма, болар мұң панасы. Иә, мына жерде бәрекелді. Енді сіздің даусыңыз енді түсінікті ғой, біздің баритон, еліміздегі баритон дауыстардың номер біріншісі деп айтсам болады. Мен кешеде жазып жатырмын. Сүндет мырзаға мен үшін, халық үшін сіз әркез ең үздіксіз деп. Өйткені расымен де сіздің өмір жолыңызды, шығармашылығын жақсы білеміз. Бірге сахнада талай шығып жүрдік. Өзіңізді мен тіпті айтам, әріптестерім арасында әзілдеймін. Мынау жалпы фонограммаға келгенде мен айтам, мен екі өнер адамдарын сыйлаймын, құрметтеймін. Ол опера әншілері және дәстүрлі әншілер, және жүргізушілер қыздар. Жанды дауыстап тікелей эфирде бастан аяқ мынадай сценарийді оқып отырамыз. Сондықтан да бұл сондай сол жағымызда бір ұқсастық бар екен да, Сүндет мырза. Мына жерде біз енді тікелей эфирге қосылған біздің көрермендеріміздің де пікірлерін айта отырайық. Сұрақтар бар. Жақсы сұхбат болып жатыр дейді. Құдай даусының кереметін ай деп. Жалпы сіздің мынау даусыңыздың кереметтігіңізге қатысты көптеген жаңағыдай былайша айтқанда керемет комплименттер айтылып жатыр. Рахмет. Қандай керемет дауыс дейді, баритон дауыс өте керемет деп, браво деп, тіпті осы үзіндінің өзіне риза болып қошеметін көрсетіп жатыр. Пікірлеріңізге рахмет. Міндетті түрде жаза отырыңыздар, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Жаңағы әңгімеміздің басында Торғай өңірі туралы, өзіңіздің туған топырағыңыз туралы сондай бір естелікпен жалаң аяқ деп өзіңіз сөйтіп елестетіп айтып жатқанда, мына жаққа сол Торғайға барғым келіп кетті деп жатыр. Сондықтан керемет суреттеп айтып жатсыз. Иә, бірақ осындағы бір сұрақты айта кетейін, сұраққа қатысты. Бұл алда Димаш Құдайбергенмен дуэт айта ма дейді. Сол прям көргісі келеді сізді. Коллаб дейді ғой қазіргі тілмен айтқанда. Негізі жалпы сондай ұсыныс түсті ме, жалпы ойыңызда, жоспарыңызда бар? Негізі жоспарда жоқ. Жалпы жоқ. Егер ұсыныс болса, қарастыруға болады. Өйткені өздеріңіз білесіздер, біз Димашпен Қытайға барардың алдында менде Большая опера деген Мәскеуде түсірілім болатын. Сонда қатысып жүрген кезінде бізге бос тақырып берді. Сол кезде бір еркін тақырып дейді ғой жаңағы. Кішкентай бауырымыз Димаш, біз енді айтады ғой, балықшы балықты или рыбак рыбакқа қалай деуші еді. Сол бір-бірін алыстартайын. Сол Димашты бірінші дауысын естігеннен кейін мен басқа адамдар сияқты емес. Олардың пікірін айтпай қойын, мен өзімнің пікірімді айтайын. Мен әнші ретінде мойындап, сол Димашты Ресейге шақырған болатын. Сол кезде біз Нотр-Дам де Пари деген мюзиклдан, бос операдан бос сондай кеште бірге дуэт орындағанбыз. Біз орындап қойғанбыз дуэт десеңізші. Соны айтып жатыр, Димашпен дуэті қатты ұнайтын деп жатыр. Енді оны жазды. Онда біледі екен. Оны жазып жатыр. Енді одан бөлек мына үлгі тұтуға болатын осындай азаматтар көп болса деп сізге деген тілегін білдіріп жатыр, эфирді ұнатып жатыр, және жоғары ноталарды күшті алады дейді. Әрине. Біз анау-мынауды шақырмаймыз эфирге деп қой. Жоғары ноталар әлі болады. Сүндет мырза, енді осы ретте әлемнің ең беделді сахналарында өнер көрсету ол тек қана талант емес.
ол үлкен еңбек, жалпы 99% еңбек, бір ғана пайыз талант па, енді мен білмеймін оны. Солай деп жатады. Жалпы сіздің жаттығу режиміңіз қалай? Дайындық процесі қалай жүреді? Сол жайлы айтып өтсеңіз. Дайындық процесі негізі өзімді, мен сізге шыны керек, қазір айтайын, көп адамдарға айта қоймаймын, бірақ сіздерге негізі құпиямды ашып қояйын десеңізші, андай бір не жазып қояйық па. негізі сұрағыңыз өте орынды. Мен сізге айтайын дегенім, біріншіден осы негізі Астана опера театрын жасауға мұрындық болған менің ұстазым Қанат Әбдіқадырұлы Әбдіқадыров, іргетасын қалауға. Өйткені бізге ең бірінші Күләш Байсейітова театрында жұмыс істеп жүргенде бізге пирамиданы театрға бермекші болды. Сол кезде біз пирамидада мен Богема операсында орындағанмын. Сол кезде менің ұстазым айтқан, документ жағынан қарайтын болсақ, балетке дайындалатын класс жоқ, оркестр репетиция жоқ, хорға, в общем, соның бәрін ескеріп, ол кісі президентке хат жазғанда мұрындық болып, ол айтты, категорически мен қарсымын бұны театр қылып алуға. Бізге колоннасы бар театр керек. Былайша айтқанда келмейді ма сонда? Бұл кезде мен ұстазым замдиректор театр Астана опера по хозяйственной части дейді ғой. Сол кісі жаңағы бізді әйтпесе біздің театрымыз пирамида болуы мүмкін еді. Сол кісі документтерді қабылдамай. Ол кездегі енді басшысы қабылдап жатқан, мен ұстазым айтты, болмайды деді. Соның бәрін келтіріп, іргетасын қалауға Астана опера театрына мұрындық болған сол Қанат Әбдіқадыров деген кісі. Қағаз жазып, өзі сондай керемет, әкесі писарь болған сондай кісі. Ол кісі өмірден өтті. Енді өмірдегі ең ұстазым, үлкен ұстазым сол кісі ғой. Үлкен жол ашқан сахнаға, ең бірінші партияларды орындауға шыққанда енді барлық шәкірттерін өзінің баласы сияқты жақсы көрді. Сол кезде мен ол кісімен соңғы рет кездескенімде енді қиын халде жатқанда ол кісі маған айтқан, өзі тенор дауысы, біз бүкіл шәкірттері бәрі баритон. Мен ана жас тенорларым не болады екен, уайымдап кетті. тенорларын ойлап жатты. Сол себептен ол кісі өнерге берілген адам, ондай адамдар бізде өте қазір бар, бірақ аз. Сол жаңағы сіздің айтқан сөзіңіз, негізі барлық шыққан концерттеріміз біз Қазақстан елін өнер майталманы ретінде өзіміздің өнерімізбен, жаңағы классика болсын, дәстүрлі музыка болсын, би болсын, біз ең жас буын әншілер сол таңда елімізді, қалай айтсам екен, өте танымал. Олар жақсы әншілер. Енді үлкен сахнаға шығу үшін де сен тек қана атақ емес, өзінің сахнаға шыққаннан кейін адамның не айтып тұрғаны көрінеді, білінеді. Сол себептен жаңағы шетелге барғанда біз өнерімізді дәріптедік. Сол себептен мен осы театрыма үлкен рахмет айтқым келеді. Өйткені Сүндет Байғожин қылып танытқан осы елімізде бар театр. Ешқандай шыны керек үлкен сондай қуанышпен айта аламын. Өйткені театр маған осы үлкен сахнаны берді. Сахна арқылы мен көрерменнің алдына шықтым. Осы театр арқылы мен көптеген рөлдерді сомдадым. Өзім енді ойласам көп, қалайсам, үш ойласам түсіне кірмейді деймін, қалай десем. Үлкен сондай сахнадағы өзімнің жаңағы айтады ғой, амбиция. Барлық мақсаттар, соның бәрін орындап жеткізгеннен кейін адам кішкене басқаша болады екен, ойлау қабілеті де. Жан жағына да қарауы, сосын анау қалай айтсам екен, когда артист себя реализует, орысша айтқанда, өзін он другой, қалыптастырып, ол басқа. Когда он өзінің жақсы көретін партияларын орындаса, опера саласын айтады. Әнші ретінде, не ретінде, ол басқа көзқарас қалыптасады. Жан жағына жылы қарайды, қолынан келсе көмектеседі деген сияқты. Барынша, сондай неге дейін, халге дейін жетті, Құдайға шүкір. Поэтому мен жаным ашиды, өнерге жаным ашиды. Сол себептен кезінде де Астана опера театрында кетуім себебі да ол. Мен көп нәрселерді талап етіп, біз шетелде көп жүргеннен кейін, тәжірибем өскеннен кейін, мен өзімнің деңгейімде де, әнші ретінде де көзқарасым өзгерді да, мен айттым, біздің Астана операда осындай нәрселер жасау керек деп. Ол да бір халықаралық стандарттарға сай келу керек деген сияқты. Не болады ғой енді салыстырып. Өзім көзқарасым. Дәл осы жерде айта беріңіз. Сол себепті жаңағы барлық жаңағы барған елдеріміз осы біздің мәдениет министрлігінің ұйымдастырған қазақтың өнерін көрсетіп, солай дәріптеп жүрген шақтарымыз. Бірақ жеке мен әнші ретінде
өзім жеке келісім шарт арқылы конкурстарды жеңіп барғаным да бар, ол басқа. Көбіне осы концерттерді айтып отырсыз ғой, Иә. Ковен Гарден, көптеген Иордания, енді көп жерлерде біз сол қазақтың өнерін дәріптеп жүрдік. Осы күнге дейін әлі де дәріптеп жүрміз. Жақында филармонияда жұмыс істеп жүрмін қазір, еліміз Астана қаласының. Соны біз Бельгия қаласына барып өз өнерімізді көрсетіп келдік. Иә. Тамаша. Басты нәрсе сол дәріптеу ғой. Біз өнерде жүргеннен кейін біздің мақсат дәріптеу. Біздің өнер арқылы ел, біздің елімізде қандай әншілер бар, қандай өнер бар, соны. Дұрыс айтасыз, біздің елді өзге елге таныту және біздің елде де осындай деңгейдегі әншілер бар екенін көрсету. Ол үлкен мақтаныш, біз үшін бақыт, қазақ халқы үшін. Сосын жаңағы мәдениетті көтеру. Біз мәдениеттің өкілі болғаннан кейін адамның енді мәдениетті ортада өмір сүрген әлдеқайда жақсы. Сол себептен біз өнер арқылы бала кезінен неге театрға барады, неге циркқа барады, неге не сөйтіп бағалап адам өзінің мәдениеті мен ойлаймын әсер береді. Жалпы мәдениетіне қарап елді тануға болады дейді. Әрине. Осыған байланысты енді сіз жаңа марқұм Қанат Мырза жайында айтып жатырсыз, өзіңіздің ұстазыңыз болған, иә. Енді осы жерде айтыңызшы, Сүндет Мырза, мына өзіңіз кәсіби маман ретінде өнеріңізді әркез шыңдап жүресіз. Жаңағы айтпақшы, шет мемлекеттер бар, әрбір шаралар бар, концерттеріңіз бар. Енді бірер жыл бұрын Италияға барып білім алып, магистр атандыңыз, оны да айту керек. Иә. Енді кімнен сабақ алдыңыз ол жақта? Ұстазыңыз кім болды? Біздің елдегі ұстазыңызды білдік. Енді ол жақтағы ұстазыңыз кім болды? Ол елдегі жалпы мына сахна қойылым, опера әншілерінің деңгейі, енді әншілердің орындау шеберлігі қандай? Осы жерде сізді тыңдай отырып, бізде өзіміз түртіп алатын жері бар шығар деп сұрап отырмыз. Иә, мен енді 39-дан 40-қа қараған шағымда 2 жыл бұрын Италияға оқуға түсуге бет бұрдым, өйткені қалай айтсам екен, өзім армандайтын магистратура бітіруге. Шыны керек, мен жақсы ұстазда бітіргім келді. Өйткені енді өзіңіз білесіз, мен оқу бітіргеннен кейін, театрда жұмыс істеп жүрген, басты партияларды орындап жүргеннен кейін өзім деңгейімді білдім. Бірақ маған шетелге шығып, жаңағы келісімшарт арқылы опералар айтып жүргеннен кейін өзімнің деңгейімді шыңдағым келді. Сосын жаңағы европалық диплом алғым келді. Сол жерде тұрғым келді, жұмыс істегім келді. Сол 2 жылдың ішінде 23 Италия тілінде экзамен тапсырып, оның бәрін өтіп, шетелдік студент ретінде, как иностранный студент, мен өте жоғары балл алдым. Тамаша көрсеткіш деп айтсақ. Енді онда менің ұстазым кезінде Дмитрий Хворостовский жеңіп алған конкурс бар, Кардиф деген. Әлемдегі нөмір 1 конкурс. Лондонда болады, қателеспесем. Сол конкурстың ең бірінші жеңімпазы Хворостовскийдан бұрын жаңағы Валерий Эспозито деген кісі. Сол кісі өзі Неапольда туған, бірақ сол консерваторияда сабақ береді екен. Маған айтты, кел, оқиық. Бәрібір оперный театрда жұмыс істеп жатқан жоқсың, бірақ осында да театр бар. Бізге кел, оқуға түс деді. Сосын мен жақсы дедім, бардым. 2 жыл оқып, барлық экзамендер. Болашақпен емес, өз күшіңізбен. Иә, күшіммен барып оқып, сосын елге оралдым. 2 жылдай болды елге оралған. Неге десем, мен ойлаймын, енді шетелге барып сондай білімді алып, елге келіп, оралып қызмет ету. Өйткені енді ол диплом маған, мен қазір активный әншімін, өзім әншімін. Мен кішкене түсінбеймін. Өзінің сахналық тәжірибем болмай біреуге сабақ беруді маған өте күрделі нәрсе. Сол себептен мен әлі өмірлік осы сахнадан тәжірибе алып жатырмын. Действующий әртіс болғаннан кейін маған шәкірт таңдап, оны енді өте жауапкершілік мол да, оны қарап баланы арға жеткізу үшін. Ол күнде туады деп ойлаймын, бірақ қазір шыны керек, мен жаңа айтып өттім ғой, ешкімге айтпаған деп. Соңғы жылдары даусым, жасым ұлғайған сайын даусымда қоюланып, басқаша қырынан шығып, жақсы, жұмсақ, сондай. Енді армандайтын көп адамдар сондай. Қоңыр дауысты армандайды. Более драматическое звучание дейді. Сонда ол жас ерекшелігіне байланысты шығып тұр ма? Енді қазір жасым 42 келді, мен ойладым,
жасыңызды біліп қойдық бағана сіз айтып қойдыңыз ғой. тенденция бар да сондай. сондай бір өзгеріс мен бар. қазір бұрын ойлайтын дауысым сондай өзі шенінде пикта жүреді. Адам өзі біледі, спортсмендер сияқты пикта жүреді. Қазіргі таңда мен сондай неге жоғарылаған сияқты ма? келіп жатырмын. Сондай өзімнің деп айтсақ. әрдайым ән айтқанда кей кезінде таң қаламын. Бүгін барып сахнаға шығып, мысалы оянасың, сахнаға шығып 2-3 сағат опера айтып тастағың келіп тұрады. Мысалы сондай. Бірақ шыны керек, мысалы спортсмен деңгейінен қарап былай салыстыратын болсақ, прям жақсы формада жүрмін. Өте керемет формада жүрмін. Достар 40-тан кейін өмір жалғасады. Өмір басталады жаңа өмір. Өйткені бізге өте маңызды. Мысалы біздің шыны керек көбіне әртістердің, әншілердің мына жаңағы мінез емес, көңіл күйі жаңағы дауыспен байланысты. Біз неге өнер адамдарын мақтап, қолпаштап, көтеріп жүреміз? Иә, өйткені сондай көңілде жүрсе, ол әнді жақсы айтады. Дауыс та жақсы болады. Сол себептен бізде дауыс психосоматикаға байланысты. Байланысты. Менің дауысым шықпаған күндері мен мысалы былай дұрыс сұхбатта бере алмас едім. Өйткені енді кішкене байланысты сондай, енді өнер адамдары сәл сондай бар. Сол себептен біз дауысымыз жақсы шырқап жүргенде көңілде жүреміз. Барымызша жан жаққа жылуды, жақсылықты шашып жүреміз дегендей. Өзіміз секілді екенсіздер деп қояйыншы. Бізде де ондай болып тұрады. Енді шығармашылық адамдарына тән ғой. Иә, әрине. Түсінікті. Енді Сүндет мырза, мынау жаңа айтып жатырық қой, енді әлем сахналары деп, оның ішіне жаңағы атап кетейік. Жалпы көрермен қауым біле отырсын, бәлкім білер, білмес. ақш бар, Италия, жалпы Европа елдері, Франция, Австрия, Ресей, Беларусь, Оңтүстік Корея, Түркия, Иордания сияқты тіпті басқа да елдердің мінекей беделді сахналарында өнер көрсеттіңіз, өнер көрсетіп келесіз. Жаңа айтып жатсыз, әлі күнге дейін бізде жаңа гастрольдік сапардар болып тұрады деп филармонияда. Енді Сүндет мырза қазір Еркеғали Рахмадиев атындағы филармонияда жұмыс істейді, солист, жетекші солист, иә. Сондықтан да ол сапарлар әрде жалғасады. Енді салыстырмалы түрде айтсақ, осы тұрғыда қандай ерекшеліктер байқадыңыз? Енді қаншама сахнаны көріп келе жатсыз, өзіңіз жаңа айтып кеттіңіз ғой жоғарыда. Мен бәрібір оны салыстырамын, өйткені тәжірибе жинақталды. Қанша дегенмен тек қана бір кәсіби маман ретінде емес, сол сахнаның бұл үлкен ұжымдық жұмыс қой, бір-бірімен үйлесіп жатқан жаңа қойылымның өзін қою күрделі деп жатсыз. Сондықтан меніңше сіз бәрібір соның әрбір деталіне мән бересіз да. Сондықтан да қандай нәрсе бір ерекше көзге түсті? Қандай ерекшеліктер байқадыңыз ол елден? Өнері, мәдениеті? Негізі қалай айтсам, классика өнері жазылған туынды ол бір. Нотада бәрі жазылған. Оның өзінің традициясы бар. Сен сол традицияны сақтап, дәл мысалы әлемдік туындыны, мысалы айтылған фигараны өз деңгейінде керемет техника жағынан болсын, дауыс жағынан болсын, жаңағы образ жағынан болсын, жақсы сондай білсең, сенің жаңағы өзінің ерекшелігін ғой. Мысалы көп әншілер өзінің мысалы нотада бәрі жазылған, сен оны жаттайсың және өзінің даусымен орындайсың. Интерпретация. То есть, грубо говоря, орысша учи, выходи на сцену и ешь свой хлеб, былай қарасаң. Бәрі бізге жасалған. Біз кішкене дирижерға тәуелдіміз, оркестрге тәуелдіміз, неміз, бірақ дегенмен бізге бәрі жазылған. Біз оны тек жаттап, соны шебер орындауыңыз керек. Соны шебер орындау керек. Бірақ мәселе сен оны қалай орындайсың? Сенің ол даусың жаңағы әлемде тыңдап жатқан стандартқа сай ма? Сенің произношениең дұрыс па? Енді мелочтер көп. Иә, ол жерде көп енді. Фраза құру, техника жағы бар, верхний жаңағы жоғарғы ноталар бәрі айтып жатады. Бірақ негізгі былай түбін қарайтын болсақ, мен көптеген жерлерде болғанда бізде мысалы Астана операторы штатный ғой, система. Зарплата алады, ай сайын көптеген. Шетелде олай емес. Шетелде агенттік система. Олар сені жұмысқа алады, ол сені товар ретінде сатады театрларға. Ол театрларда мысалы мында мысалы бір ай қойылым болады, сонда сен 5-6 спектакль күн сайын, бір арасына күн салып орындайсың, одан кейін келесі спектакльге басқа қалаға сөйтіп жүріп. Сонда келісім шартпен жұмыс істейді. Иә, сол кезде біз көптеген әншілермен, мен өзім әлемдегі сахнада көптеген әншілермен былай сахналасып көрдім. Армандаған телевизорда көрген. Иә, бұрын армандаған, былай айтқанда. Иә, армандар
ойында да жоқ ондай сонда ол кісілермен. мүмкіндік беріп отыр ғой Рене кісілерге. Барберамен мен мысалы фигур айтамын деп ойлаған жоқпын, ол кісімен Альмавивамен орындайды мысалы бір сахнада. Енді көптеген әншілермен сондай сахнада кездесесің, әр елдің ұлттың мәдениетін әкеледі ғой өздерімен. Жаңа таныс, жаңа тіл, жаңа ән, мәдениет. иә, сөйтіп біздің жаңағы ортамыз кеңейеді. Сол арқылы мысалы олар да көреді, мысалы шетелде Қазақстан осындай әншілер бар екен, осындай баға беріп жатады, не жатады. Енді ерекшелігін айтатын болсақ, мына әншінің өзінің ізденімі ғой. Егер ол бір орында мен таланттымын деп ары қарай дамымай бір орында қала берсе, ол қала береді. Өнерде былай дейді, негізі өнер деген саған қарсы ағып атқан суға қарсы жүзу дейді. Егер сен бір орында тоқтап қалсаң, сен артқа кетесің деген сияқты. Сонда оған қарсы жүзе білу керек. Қарсы, иә. Енді өнер солай, соны талап етеді жұмыста. Сол себептен мен ойлаймын, біздің қазіргі таңда жас буын әншілеріміз бар. Маған ұнайтын жас буын балалар бар. Олар да әлі енді шыңдалады. Тәжірибе керек. Тәжірибе де керек, сол керек. Және мен ойлайтыным, негізі мынау министрлік тарапынан сондай талантты балаларды арнайы алып, бір бағдарлама жасап, енді мысалы спортсмендерде олимпиада бар. Эстрадаларда мысалы шетелге барып келеді көптеген конкурстар. Енді телевидение арқылы танымалда. Ал біздің салада, мен мысалы 40-тан асқаннан кейін біз конкурсқа қатыса алмаймыз. Біз тек қана келісім шарт арқылы. Жаңағыдай Кім жұмыс бізді шақырмайды, өйткені жас балалар ғана қатысады. 32 жасқа дейін. Енді әр байқаулардың өзінің талабы бар. Сол себептен біздің әншілерді ойлайтын сондай бір бағдарлама жасаса мемлекеттік тараптан. Өйткені енді жас буын балаларды жарқырап тұр ғой, олар дайын тұр былайша айтқанда. Оларды алып пісіру керек ары қарай. Искусственно вливание денег для развития его имиджа. То есть ондай талантты балаларды мысалы проект ретінде қарап, көмектессе, қолдау керек. Иә, шыны керек, мен жақында вот естіп жатырмын. Мен қазіргі жастарға таңғаламын. Өйткені біз басқа тәрбиемен өстік, иә. Сол кезде мен мысалы жаңағы интервьюден көріп жатырмын, жаңағы Шайдоров. Иә, мысалы. Сырған ауданы. Иә, Михаил Танымал, олимпиада чемпионы, иә. Олимпиада чемпионы. Жаңағы сосын жаңағы шахматшы қыз Бибисара. Мен маған осы жастардың ұнайтыны өздерінің ойын, пікірін ашық айтады. Білдіреді. Біздің кезімізде айтпа, сөйлеме, бүйтеді. Бірақ мен ондай болған жоқпын. Мен театрдан кеткенімде сол ғой. Сіз ойыңызды ашық айттыңыз. Өзім ойымды жеткіздім. Маған сол себептен жастардың сондай несі импонирует. Біз көп нәрселерді айтпайды екенбіз. Мен қазіргі таңда да мен интервью бергенде де мысалы не себептен театрдан кеткеніммен былай үлкен ұзақ әңгіме, бірақ оның бәрін ашып ешкімге әлі интервью берген емеспін. Сол себептен мен айтайын дегенім, жаңағы мемлекет тарапынан опера әншілеріне енді жалпы классика музыкасы, басқа дәстүрлі ән неге енді оғанда көңіл бөлу керек. Ұлттық өнеріміз ғой, мен ойлаймын, бірінші ұлттық өнер тұрады, содан кейін барып классика өнер тұрады. Бірақ дегенмен классика өнеріне де бізде жарқын әлемге танымал әншілер шығу үшін бірең сарандар бар, бірақ соны жаңағы мүмкіндік беру керек. Ақша құю керек. Министерствода өзінің сондай қаржылық қолдау болу керек дейсіз ғой. Талабы болу керек, оларды және жақсы нелермен таныстырып, ары қарай жетелеп, өйткені бәрімізді аспаннан салбырап түскен жоқпыз әнші ретінде. Ол қалай айтсам, тәжірибе арқылы өзі шыңдала береді. Енді осы ретте Сүндет мырза, қазіргі қазақ опера өнерінің дамуына қандай баға бересіз? Қазақтың опера өнеріне ма? Қандай деңгейдеміз енді бұл жанды дауыспен орындалатын қойылымдар, саф өнер, қандай да басқа да мәселелер бар ма бұл салада? Негізі айтатын болсақ, қазіргі біздің театрымыз өз маусымнан маусымға дейін өзінің жаңағы репертуарында немесе жаңада қойылымдар жасап жатыр. Негізі жас әншілер өсіп жатыр. Буын. Жаңағы өнерді жақсы көретін. Мен ойлаймын, бізге өнерге жанашы жақсы басшылар керек. Сол саналарын түсінетін. Сол балаларды ары қарай өсіп жетелейтін. Өйткені мысалы мен көрем, шетелден әншілер келеді ма,
жаңағы афишада шетелдің әншісінің бет бейнесі тұрады, бірақ өзіміздің жас әншілер нелер оларды да неге біз бүгін мынандай кісі ән айтады екен деп, мынандай әнші ән айтады екен деп, біз мысалы қазіргі таңда менен сұрақ қойып жатады. Енді сіздің көп опера әншілерін сіздің дәрежеңізде, тәжірибеңізде, шетелде де оқып жатсыз, иә? Дәрежеңізде барлығы да жетеді. Қазіргі таңда шәкірт тәрбиелейсіз бе? Болмаса бір интервьюңызда мен естіп қалдым, сіз опера өнері мектебін ашқыңыз келеді екен. Ашқым келеді. Ол сұрақ әлі осы күнде актуалды. Ол қалай айтсам екен, өзімнің жинаған тәрбием бар ғой. Тәжірибем және енді толық әнші ретінде енді европалық дипломым да бар мысалы. Сол себептен маған ұят емес. Мен өз өнерімді жаңағы бөлісе аласыз. Бөлісе аламын. Көбіне қазір оны сіз жаңағы айтып отырсыз ғой, сіз мен ғылыми дәрежеде де жетілдіруім керек білім жағынан. Мысалы тәжірибе бөлек қой, опыт деген. Бірақ мен әлі асықпаймын, ол мен тек арманым, бірақ асықпаймын. Егер мүмкіндіктер болып жатса, оны да ашу мүмкін. Бірақ оған мен өте жауапкершілікпен қараймын, сол себепті ол менің бақылауымда бар. Дұрыс. Бірақ ондай әншіні тәрбиелеу ұстазға үлкен арман шығар, жақсы әлемге танымал опера әншін. Негізі ондай балалар бар. Дұрыстап қарап, тыңдап, жетілдіруге болады. Бастапқы таңда дұрыс үйретсеңіздер, мысалы мен италия тілін білгеннен кейін, толық меңгергеннен кейін, мен оны білем қалай болу керек. Сол себептен мен дұрыс бағытта білім бере аламын. Сондай өзімнің нем бар. Ұстанымым, бағытым, қағидам. Иә? Талантым да бар. Сізге дәл қазір оқырман жаздым. Тәжірибем жеткілікті дейсіз ғой. Ұстаз ретінде өйткені оны да дұрыс бағыт беру, оны ести білу керек. Сол жағынан айтып отырмын. Сіз керісінше кешігіп жатқан секілдісіз. Бұрын бастау керек еді. Сіз әлдеқайда дайынсыз негізі. 2 жыл бұрын тек енді дұрыс айтасыз, жаңа білімде шыңдау ол артық етпейді, өйткені біз күнде шыңдап отыруымыз керек білімді. Ұстаз ретінде дегенім ғой енді. Сол себептен бізде олимпиада жоқ. Сол себептен әншілерді сол қолдау болу керек деп ойлаймын. Сол Көрермен Сүндет аға, шәкірттеріңіз көп болсын дейді. Одан басқа спикердің харизмасы мен сөйлеу мәнері керемет дейді. Жалпы опера мектебі туралы ашса күшті ғой деп жаңағыдай, ол бөлек әлем, ол бөлек өнері, ол даралар жеке болу керек деп жаңағы жазып жатыр ма? Жалпы сізден күтеді. Бұйыртса біз жабылып бәріміз. Негізі біз сөйлескен болатынбыз. Осы 2-3 ай бұрын бастап кететінбіз деп ойлағанбыз. Бірақ ол күрделі жұмыс қой, жұмыс іске аспай қалды. Өйткені кішкене қиындықтар пайда болып, біздің тарапымыздан емес. Жалпы Сүндет мырза, енді мектеп ашам деп отырсыз. Лайым тілегіңіз орындалсын. Сондай өзіңізден асып түсетін шәкірттеріңіз көп болсын деп тілегімізді айтып қояйық. Жалпы ұстаздан шәкірт озады деген бар ғой. Мен сұрағымды тамағым түсініп жатыр ау деймін. Не жайында сұрайын деп жатқан, қорқып жатқан сияқты, мына сұрақты қоймай-ақ қойшы деп отыр тамағым. Жалпы енді ол мектепке біз бара аламыз ба? Осы үш қыз. Ол мектепке жас шектеу бар. Шыны керек, жас ерекшелік. мен егер мектеп ашатын болсам, мен әрине ұстаздарды өзім іріктеймін. Бірақ дегенмен менің деңгейім енді тәжірибем жоғары болғаннан кейін мен көбіне профессионалдық әншілермен жұмыс істегім келеді. Сіздерді алмаймын. Жаймен ренжітпей жеткізейін дедіңіз ғой енді. Бір сөзбен айтқанда жақсы. Сондай ашық айта салады. Эфирімізді аяқтаймыз осымен. Мен ашық айтпасам, әзіл ғой, негізі шыны керек, мен енді туған жерім Амангелді Иманов. Ол кісіні білесіздер. Нағыз революция. Қозғалыстың басында жүргендер. Сол сияқты мен едім деген. Сол себептен андай нені өтірік айтуды және вокруг да около дейді ғой орысша. Ондай жақсы көремін. Қалай бар солай айтамын? Солай айтамын. Әрине ол дұрыс қой, бірақ көңілге қарау керек деп қоймайсың ғой әлі. Бірақ уақыт өте келе, жаңағы енді өнер майталман болғаннан кейін бізде өнерде сол жаңағы дипломатияны талап етеді. Әрине, орны бар. Сүндет мырза, әрине біздікі енді әзіл, сәл күліп отырайық, еркін отырайық деген бір әзіл деп қояйық, шамалы өміріміз ұзарсын деп жатқаным ғой. Жалпы әрине енді
әркімнің өзінің бағыты бар. Жалпы бірақ мүмкіндік берсе барар едім деп тағы мен сізге онда мастер-класс берейін отдельно. болды. Жақсы, рахмет көңіліңізге, ниетіңізге. Енді тағы бір мынадай бір сұрақ бар. Бұл сұрақ жақында енді көп болған жоқ қой, жалпы орын алған еліміздегі өзгерістерге байланысты. Оның бірі мына шығармашылықтағы сахна төрінде жүрген әншілерімізге байланысты. Оның ішінде ән орындауындағы мына фонограммаға тыйым салуға байланысты заңда өзгеріс. Жаңа заң қабылданды, иә, өзгеріс демей-ақ қояды, иә, норма. Осыған сіздің жалпы пікіріңіз қандай? Енді бұл әрине сіздей опера әншісі үшін жалпы, иә, мына классикалық әндерді орындайтын деген сияқты сіздер үшін бұл бір қиын талап, қатаң ереже деп айта алмаймын енді, бірақ өзіңіз секілді басқа да сахнада жүрген әнші әріптестеріңіз үшін сіз қандай пікір айтар едіңіз? Жалпы қаншалықты бұл талапты орындап жүр әріптестеріңіз деген сұрақ туындап отыр. Енді жеке әнші болғаннан кейін мен өз жеке басым өзім әншілік өзіңізге жауап берді. Иә, өзіме жауап бере аламын. Осы күнге дейін 100%, 99% жанды дауыста концертке шыққанда өнер көрсетемін. Ол рас. Мысалы, мен сізді фонограммамен айтады деп ойлаған жоқпын. Мүлдем ойлаған жоқпын. Жалпы сіздің осы неге нормаға пікіріңіз қандай? Негізі бұл норма өте орынды деп ойлаймын. Өйткені менің өзім, мысалы, достарымыз, жақындарымыз, енді мен тойға барып қалам. Сол кезде де өз көңіліммен шынайы өзімнің енді той иелеріне жақындарым болғаннан кейін өз көңілімді білдіргім келеді. Сонда сол кезде барғанда оның өзінде де жанды дауысты орындаймын, мысалы. Сосын мен түсінбеймін, өйткені әр адам бүгін сіз қандайсыз, ертең басқа адамсыз ғой, мысалы. Әр минут сайын адам өзгеріп отырады ғой. Сол себептен бүгінгі көңіл күйің, анау сен сахнаға шыққанда әннің жеткізілуі басқаша дейсіз ғой, орындалуы. Мысалы, операда былай. Абай атамыздың бүгін партиясын орындайсың, басқаша шығады. Ертең бір айдан кейін, mesela бір жеттен кейін қайта орындайсыз. Басқаша шығады. Ол опера сонымен жақсы да, ол қайталанбайды. Сенің жаңағы сахнадағы жүрген мизансценаң болсын, дауысың болсын, бір жері сәтті шығады, бір жері сәтсіз шығады. Сонымен жақсы ғой, ана 4D деген экрандар бар, содан да жақсы ғой театр, мысалы. Сол сияқты мен үшін орысша айтқанда естественный нәрсе сахнаға шығып өз даусымен айту. Тірі жанды дауыспен, иә. Өйткені мен қалай айтсам екен, адамның көңіл күйі әр күн сайын өзгеріп отырады. Сол себептен жаңағы ән айтқанда, жаңағы көңіл күйің сол жерде айтып тұрғанда сен басқаша көңіл. Бүгін сен мынау әнді былай айтасың, ертең басқаша айтасың. Сонда фонограммаға жол бермеу керек бәрібір. Мен қазір өзімнің записьтерімде жоқ. Егер интернеттен қарасаңыздар, мен өзім дауысымды таспаға салып жақсы көрмеймін. Я, мен соны кеше түнімен іздеп шықтым, қыздар десең, таппадым. Өйткені енді таптым әрине, ол өйткені өзіміз енді ақпарат саласында жүргендіктен тікелей эфирлерге берген сұхбаттарыңыздан көрдім. Мысалы, жаңағыдай әндер сағындым сені деген, осы Абай операсы, партияларын орындап жатқаныңызды көрдік. Немесе өзіміз тікелей мысалы жанды дауыста орындап жатқаныңызға куә болдық. Бірақ арнайы мысалға Инстаграм желісі болсын, YouTube арнасы мен мысалы таба алмадым. Көбінесе сол сахнадағы арнайы жазылған туындылар болмаса, бірақ ол жанды дауыста орындалған. Осы күнге дейін әлі өзіме қаттысымен қараймын да, сол себептен өз дауысымды таспада әлі жетер сияқты. Неге меніңше жазу керек, өйткені ол сіздердің адамның өзі әншінің өзінің сондай несі болады, менде сондай бар. Мен егер ондай сезім болмаса, мен ол алдыға қарай жетіліп, мені жақсы әнші болуыма, қалыптасуыма не болмас еді, қалай айтсам екен. Иә, бір көмегі тимес. Сол себептен енді шығып қалар деген бар. Бірақ енді дауыстарыңыз алтын қорда болу керек, өйткені енді өмір өтіп барады. Қартайып жатырмыз. Ана жаққа жіберіп. Қырықтанасыз деген заттан мен болып жатыр. Өмірді қырықтан кейін бастап жатырмыз деп отыр. Жоқ, оның бәрі әзіл, жалпы тарих. Жоқ, жалпы әрине алтын қорда болу керек. Әрбір біздің де мысалы
радиоларда жүргізген жүргізушілердің де осындай бір орындайтын керек десеңіз бағдарламалар да алтын қорда болу керек. Тек әншілердің дауысы емес. Сол секілді. Енді мен үшін мен өте қуаныштымын сіздерге сұхбат беріп отырған, өйткені барлықтарыңыз да профессионал журналисттер. Көп уақыт беріп сахна сізбен де жаңа айтып отырсыз, көптеген елдерді аралап, сіз көптеген концерттерде, конференция керемет жүргізіп, елімізді сахнаға шыққаныңыздың өзі, сөйлеген сөзіңіз, мәдениет, оның бәрі профессионал тұрғыдан білінеді. Сол себептен бүгінгі подкастқа келуім де сол себеп. Жалпы мен де жаңағы сізге тұздық болсын сөзіңізді айтып өтейін. Осы енді ол кезде жасөспірімбіз, баламыз деген секілді мына классика, опера дегенді түсіне бермедік. Жалпы елдегі де жағдай мүмкін заманға байланысты солай болған шығар. Сондықтан өсе келе мысалы осылай өзіміздің мамандығымызды таптық, жолымызды таптық, иә. Сол кезде менің тағы бір мынау бір бағытым, жұмыс бағытым осы филармонияда болды, облыстық филармонияда қызмет атқардым және осы симфониялық оркестрдің конференциясы болдым. Арнайы солай тіркеліп, сондай жұмыс атқардым. Сонда мен бірнеше жыл сахна сыртында болсын, сахна төрінде болсын, жаңағы енді шығармаларда хабарлаймын ғой. Басында кішкене, содан бері менің махаббатым ашылды. Осы классика, жалпы симфония болмасын, қандай шығармалар болсын, және мен осы концертті жүргізу арқылы әр шығарманың тағдыры бар екен ар жағында. Соны түсіндім. Және әрбір шығарма орындағанда музыканттар, скрипачтар, классиктер жалпы бүткіл жаңа өзіңіз айтпақшы орындау өзінің әдісімен және музыканттар да сол бүткіл бір шығарманың тағдырын айтып береді екен ғой. Оның ар жағында үлкен тағдыр. Біреу қайғылы оқиға жатыр, біреуінде қуанышты жағдай, мысалы, соның барлығын музыкант тілімен сөйлетеді екен. Соның барлығын мен әр концертте түсініп маған, басында білмедім, кейіннен жаймен маған жаңағы өзіңіз секілді әріптестеріңіз әрбір шығарманың тарихын айтқанда мен таң қалдым. Содан бері жаймен түсініп келдім және шынымен қатты жақсы көріп кеттім. Сол себептен де қазір де менің махаббатым түсініп отырмын деп отыр ғой, иә. Рас, оны түсіне білу керек, тұшына білу керек, жалпы көрермен қауымға жеткізу ғой мұндағы негізгі миссия. Енді соны жеткізе білсе, орындау шеберлігін жаңағыдай айқын көрсете білсе, меніңше сол опера әншісінің негізгі мақсаты сол. Тек мына телеарнадан көрмей, сахнаның алдына шыққан жанды дауыс туралы айтып, ол сіздің өзіңіздің эмоцияңыз, халықтың алдындағы сол уақыттағы сәттегі бір көңіл күйі өзінің. Соны енді ал фонограмма болса, ол сезінбейді дейсіз ғой, былайша алдап, оны басқашалар мен түсінбеймін. Біздің миымызға сыймайды ондай нәрсе. Оның үстіне опера әншілер, сіздер ол туралы тіпті біз үшін бұл не нәрсе? Бір мүмкін емес нәрсе. Мүмкін емес нәрсе. Жақсы, енді жалпы опера әншісі үшін тіл ол енді басты құрал деп айтсақ болады. Өйткені сіздер тек қана біздің өзіміздің ана тілімізде, яғни қазақ тілінде ғана емес, бірнеше тілде, қазақ, орыс, итальян, жаңа айтып жатыр, француз, неміс тілдерінде сіз ән шырқайсыз. Ол тілдерді еркін меңгергенсіз. Енді тілдерді меңгеру жалпы қаншалықты қиын болды сізге? Өйткені әр орындауда жаңа тілмен танысу, оны үйрену, сіз айтқанда сол бір сарында салу, өйткені соның сіз мазмұнына кіруіңіз керек. Сіз құр ғана оны жаттап орындап қоймайсыз ғой, сіз соны сезініп айтып беруіңіз керек. Сол тілде өмір сүретін, сол халықтың өкілі ретінде сіз былайша айтқанда ән салуыңыз керек. Бұл қаншалықты қандай бір әдістерді қолданасыз деген келеді? Негізі опера әншісі жалпы қандай? Біздің негізі қазақтардың болмысы жаңағы біз тез жаттап аламыз, тез үйреніп аламыз, интонацияны тез бізге өзіміздің генімізбен берілген сондай не сияқты, берілген мүмкіндік сияқты. Сол себепті мен ойлаймын, маған басқа тілде сөйлеп, ойлап, анау жаңағы интонациясын жеткізу енді қолдан келгенше жасаймын барынша, бірақ тағы да қалай айтсам екен, өте күрделі нәрсе емес. Өйткені мен жаңағы италия тілін айтатын болсақ, ол тілді меңгергеннен кейін ба, мүмкін жаңағы өзімнің жаңағы бала кезімнен француз, неміс, бала кезде мектепте француз тілін оқыдық. Орта класстарымызда неміс тілін оқыдық. Осында келіп итальянша оқыдық. Сол себептен соның бәрі маған сол өнерге, үлкен өнерге жетелеген сияқты. Қиын болған жоқ дейсіз ғой жалпы. Дегенмен, бірақ орындау шеберлігі ол басқа.
сөйлеу бар, ал классикада операда айту, жаңағы немістердің лидерлері болады, оны орындау, француз тілі кішкене итальяндықтан позиционы жоғары, өйткені кішкене күрделілеу орындау тілі де бар оның. Сол себептен мен ойлаймын, маған әнші ретінде, опера әнші ретінде ондай қиындықтар ешқашан тудырған емес. Маған көбіне немісше, мен көбіне осы Италияда жүріп, басқа вокалдан, басқа камералық сондай сабақ болған. Сол кезде көбіне ұстазымыз жаңағы неміс тілінің, итальянец болса да неміс музыкасын өте жақсы меңгерген. Сол кісіден жаңағы Малердің көптеген Шубер, Шуман олардың лидерлерін орындауға, лидер деген жаңағы әндері, циклдан тұратын әндер, сондайларды орындап, біраз сол жаңағы неміс тілінен де шеберлігімді арттырғаным бар. Сол себептен бірақ әдетте енді әріптесіңіз үйренгенде, мысалға опера әншісі кез келген, неге сүйенеді? Сол бастан аяқ сол тілді жаттай ма? Негізі көп әншілер жаңағы консерваторияда итальяндық тілі сабақ береді, өйткені көбіне опера италия тілінде болғаннан кейін сол жаңағы тілде орысшасын біледі, қазақшасын білеміз, бірақ итальянша, немісше оның бәрі жаңағы егер театрда жұмыс істейтін болса, оның бәрі дайындық кезінде қай сөз, қандай мағына, оның тарихы бәрі режиссердан бұрын жасалатын жұмыс. Концертмейстермен жаңағы партияны жаттайсың, оның сөзін сол концертмейстермен дайындалғанда коучпен бірге қандай мағына, не екенін, негізі мазмұнын айтып береді, негізі бізде көп әншілер операда өзінің ғана партиясын жаттайды да, өзінің несін айтады да, тек өзінің сондай бар ұғым. Негізі опера әншісі барлығын қарастыру керек. Өйткені сен сахнадан кеткенде, мысалы кейіпкер ретінде, мен фигура ретінде сахнадан кетіп қалғанда, мен туралы олар не айтады, оны да білу керек. Сіз білуіңіз керек. Өйткені сіз сол әсермен шығуыңыз керек қой. Сол әсермен шығу керек. Мүмкін жағдай жамандап отырмыз. Сіз қайтадан соны ойнап шығуыңыз керек. Өтірік болып қалмау үшін, сол себептен барлық бізде айтады ғой, мен өз партиямды жаттап алдым, соны айтамын деген сияқты. Ондай емес. Сізден кейін басқа сіздің әріптесіңіз не айтып жатыр, онда қандай интригалар болып жатыр, эмоция, соның бәрін егер білсеңіз, бұл сіздің өзіңіздің әнші ретінде, мен тек қана көп адамдар бар, анау енді мазмұнын білу керек, шығу тарихын білу керек, бірақ біздің жұмыс кішкене практика. Сол себептен оның айтып тұрған керегіне, егер сен сахнаға шығып, сен іс жүзінде көрсете алмасаң. Сол себептен, понимаете, бұл жерде сахнадағы атмосфераны, бірақ сенің жаңағы оқыған білімің, жаңағы білген тарихың сенің кейіпкеріңе әсер етеді. Мысалы, Мадам Баттерфляй операсында, кешіріңіздер, Виолетта операсы бар, Ла Травиата деген опера бар, Дама с камелиями деген, сын Александр Дюма жазған. И соның егер кітабын алып оқысаңыз, содан кейін барып сіз жаңағы операсындағы, мен Жырмонның партиясын орындағанмын, бірақ Италияда оны дұрыстап, жаңадан өңдеп, басқа интерпретациямен жаңағы итальяндық профессорларға тапсырдым. Сол кезде ол кісілер тұрып 25 минут маған қол шапалақтап тұрды, жібермеді. Сол кезде ол кісілер неге? Өйткені мен жаңағы партияға бірінші оқыдым, көп іздендім, бірақ басқаша сахнаға әсермен шығады екенсің. Өйткені барлық тарихын білгеннен кейін. Сол себептен маңызды, бірақ бізде көбіне практика. Сол себептен опера әншісі әрдайым. Яғни ол шығарманың рухани жаңғыруы болды дейсіз ғой қайтадан. Иә, жаңадан. Дұрыс. Біз енді дәл осы тұста, Сүндет мырзам мына жақта бір қолқа салып отыр көрермендеріміз қайда, иә? Біз ана сізбен сұхбаттасып отырып, тікелей эфирде көрермендеріміз сұрағын, пікірлерін қарап отырмыз. Енді осы тұста біз шет тілдер туралы, опера әншісінің өзге тілде ән шырқау, орындау туралы айтып жатырмыз қой енді. Сіз сол бір өзге тілде бір ән шашу болса сізден. Иә, сізді тыңдағымыз келіп отыр, арасында енді кішкене интерактив болсын. Немісше ма, итальянша ма деп. Өзіңіз қалауыңыз. Біз қосылып айтатын ән айтсаңыз да болады. Итальянша да, немісше де мүмкін. Өзіңіз көріңіз, үзінді айтам десеңіз. Пассионе деген әнді орындап берейін. Неаполитандық ән. Страсть переводится. Più lontana me stai, più vicina te sento, chissà chi sto a momento,
quoque piense che fai, tu me miso in te vene, no veleno che doce, come pesa sta croce, che trascino per te. Te voglio, te penso, te chiamo, te vedo, te sento, te sono, e non c'è piense che in anno castu occhi non ponno io pace trovo. Браво! Мен өзімді бір театрда отырғандай сезіндім, Иә, қыздар, музыка. керемет. Иә, бір тегін концерт болды бұл дейін да мына жерде Жоғарғы баритон. нота бармай қазір тағы айтамыз. Біздің арнадан алыстамаңыздар, тағы ән айтамыз қазір. Мына жерде жазып жатыр, иә, баритон керемет дауыс, не деген не жоғары тональность деп бәрі жаңағы өз пікірлерін білдіріп жатыр, лүпіл барлығын аямай жатыр. Рахмет, иә, өнеріңіз өрге жүрсін. Әркез осы дауысыңызбен қазақ елін, қазақ өнерін, қазақ әндерін әлемге таныта беріңіз. Енді біз ары қарай сұхбатымызды жалғастырсақ. Енді сахна сыртындағы Сүндет мырза қандай? Бос уақытыңызда немен айналысасыз? Негізі өмірімді өнермен байланыстырғанмын. Биыл 18-19 жылдай болып қалды. Негізі сахна сыртында да мен қарапайым, қолдан келгенше өнер жағынан болсын, басқа жағынан болсын, жаңағы әрдайым адам ретінде, тек қана әнші ретінде емес, ешқашан жұлдыз ауруымен ауырмағанмын. Оның бәрі біздің өнер өте күрделі, өз киелі сахна, өз орнына әншіні қойып отырады. Оны адам өзі біледі, әнші. Сезеді, не істеген сайын ортасында ұстаным өзі адам сахнада, кәсіби сахнада жүргеннен кейін, опера саласында жүргеннен кейін бізде андай өте қиын, өйткені енді әрдайым сен білмейсің сахнада не болатынын. Әрдайым жанды дауыста. Сол себептен көбіне сол өзімнің әншілік армандарымды, көптеген партияларымды орындап, менде адам ретінде, мысалы, өзімді әнші ретінде орысша айтқанда қалыптастырдым, реализовал. Сол себептен мен қарапайым қазақтың жігітімін. Мен әрдайым айтып жүрем, қарапайымдылық бізге қазақтың жігіттеріне жарасады. Дегенімен әр нәрсе өз ретімен, әр нәрсенің орны бар. Бірақ осы күнге дейін мен шынайы еңбек етіп келемін. Ешқашан маған Илья Жақанов ағамыз жақында 80 жылдығы болды ғой. Сол кезде өзі айтатын ол кісі, ешқашанда атақ даңқ қума, өзі қуып жетіп алады дейді. Тек қана осылай адал еңбек ет дейді. Сол себептен мен ұстаным сондай. Өйткені мені тек қана ата-анамның тәрбиесімен емес, осы өмірде де маған жақсы адамдар кездесті. Олар да маған өзінің тәжірибесімен бөлісті. Мен қазіргі таңда азамат ретінде, әнші ретінде, қазақтың жігіті ретінде мен ойлаймын, опера саласында жүргеннен кейін мен оны ұстанбаймын. Ол менің өміріме айналды. Өте салмақты болу, ірі сөйлеу, жеңіл желпі неге берілмеу. Сонда енді өзі ұстанымыңыз көзқарасы болады. Енді мынау жастың да несі бар, өзінің әр нәрсе уақытына ғой. Сол себептен мен ойлаймын, бізге бәрі жарасады. Қазақтың айтады ғой, қазақ қой мінезді, бірақ қасқыр намысы дейді. Сол сияқты намыс та бар, өз ойымызды да айта аламыз. Бірақ менің басты мақсатым, арманым осы өнер жолында әлі де қазақ еліне берерім бар деп ойлаймын. Оны да әлі
алдағы уақытта көрерміз. Бірақ дегенмен жоспар қойып, жаңағы жаңа партиялар жаттап, жаңа әндер шығарып, осы тұрғыда Төлеген ағамызды айтқым келіп отыр. Иә. Төлеген ағамыз, мен осында мына опера әншілерінің жаңа қоржынында басты опералар емес, мынау операдан тыс халыққа танымал қылатын, өйткені өзіңіз білесіздер, Ермек Серкебаев, көптеген біз олардың жолын жалғастырушымыз. Аға Сол кісі аға буындар, ол кісілер жаңағы телевидениеға, телевизорға шығып, әндер жазулай көбіне таныла бастады ғой. Сол себептен мен ойлаймын, жаңағы телевидение біздіге опера, енді опера театрдың ішінде өз өмір, сол өз өмірімен, өзінің критикасы бар, өзінің көрермендері бар. Сол телевидение арқылы мен де көптеген өзімнің танымал болуыма да сол ықпал етті деймін. Өйткені мен ешқашанда сұхбаттан бас тартып, ешқашанда жоқ деген емеспін. Сол себептен жаңағы еліміздің әншілерін танылу үшін үлкен ықпалы бар деп ойлаймын осы. Телевизия, ақпарат саласының дейсіз ғой. Әр адам сол жаңағы медиа саласында да жұмыс істеу керек. Оған ешқашан жоқ деп айтпаймын. Иә, бір шектеу қою болмау керек. Яғни барлық әншілеріміздің құлақтарына алтын сырға. Иә. Қазіргі заманауи уақытта айтатын болсақ, ол шынымен солай. Дұрыс, иә, халықпен байланыс жасау керек. Шығып есеп беру керек қажет кезде. Айту керек, пікірін бөлісу керек. Немесе осылай тәжірибеңізбен бөлісіп, мысалы өз пікірін кәсіби маман ретінде білдіріп тұру керек деп ойлаймын. Өйткені опера саласы үлкен күрделі сала. Сол себепті бүгінгі таңда жаңағы хобби сол, арасында бассейнге барам, жүрем, балық аулаймын, аңшылық жақсы көремін. Бала кезімнен, әкем бала кезімізден үйге, ауылға мыңдаған киіктер келетін, содан бері әлі есімде. Сол себептен енді ол қанымен келген нәрсе, оны жақсы көреміз. Енді біздің еліміз, жеріміз бай, сол жаңағы демалуға, ауа жұтып, балық аулауға мүмкіндіктер бар, кең дала. Жалпы Сүндет мырзаның мен осы тұста жаңа айтқым келіп отыр, жаңағы салмақтылығы, өзі айтып жатыр ғой, артық бір неге ондай нәрселерге қатты мән беріп нетпеймін, өзім қалай бар солай көрсетемін деп. Маған қатты ұнайды, өйткені біз енді талай жылдан сахнада жүргендіктен енді мәдениет саласында әрбіріміздің бір миссиямыз сол шығар, өзіміздің барынша өнерімізді көрсету, халықпен байланыс орнатқанда барынша сол қарапайымдылықты сақтау. Енді бәрі сақтамауы мүмкін, бұл енді жеке бастың өзінің таңдауы, бірақ маған сол ұнайды. Жақында ғана Атырау қаласында мына Иля Жақанов ағамыз, енді мен ойлаймын, көзі тірісінде біз осындай ұлы ақын болсын, жазушы, біртуар, бірегей композитор кісілерді біз бағалап, қадірлеп, барынша өнерлерін көрсетуіміз керек, шығармаларын орындауымыз керек. Сол сәтте сондай бір мүмкіндік туды. Сүндет ағамызбен бірге сапарласып барып қайттық. Өзі мысалға көзі тірісінде батасын беріп жатыр да, шақырып дастарханнан. Ол да бір сол кісінің енді бірегей, біртуар кісілер ғой, мысалға сол көрегенділігі, алдала қазақ классикасының жауһары дейді ғой, нелердің туындыларының композиторы, енді елге танымал кісілер, ол кісілер енді сиреп баратыр. Ол кісілер әрі суреткер, сол Сүндет ағамыздың жаңа бойындағы жалпы осы болмысын көре білді деп ойлаймын, батасын беріп жатыр. Енді сол батамен көгере беріңіз. Біз тілекшіміз. Осы тұста мен айтқым келген, Әлия ханым, сіз жаңа заманауи композиторлар туралы айта келдіңіз, Төлеген ағамыз туралы, Мұхамеджанов, енді ол өміршең ғой кісінің туындылары. Жалпы көрермен қауымға да түсінікті болсын, жалпы заманауи опера мен классикалық операның айырмашылығын айта келе, осы қазіргі таңда біздің заманауи композиторлардың туындыларын орындау өзіңізге қандай әсер береді, жалпы қандай баға бересіз? Негізі мен көбіне кеңінен танылған Отан, Город мой деген әндерді орындап жүрдім. Ол әндер көбіне Төлеген ағамыздың әндері. Жаңағы шыны керек, Астана келгеннен кейін сол кісімен тікелей жұмыс істеп, сондай үлкен ол кісінің маған ағалық әнші ретінде мені өзі айтып жүреді. Сүндет, сенің дауысың сенікі емес, сенің дауысың халықтікі. Мен саған әлі де туындылар жазам, маған бірге осындай орындайық деп ұсыныс жасап, өзі Астана опера театрында басшы болды ма, болмады ма өзі. Сол кісімен көбіне мен жаңа әндерім сол кісімен байланысты. Ол кісіге де осы бүгінгі подкаст бардан отырып, ол кісіге де өзімнің алғысымды білдіргім келеді. Өйткені қасындағы музасы Нұржамал ханым, жеке тұлға опера өнеріндегі. Сол сондай профессионалды білімі бар. Кезінде Ресей, Совет одағында
білім алған ағамыздың туындылары да бәрі таниды біледі, бірақ сондай бақ шығар маған бұйырды. иә әндерін орындау. Ол әндермен де мен көптеген елді араладым, тек әндермен ғана. Сол себепті біз мен Төлеген ағамызға демек сізді опера әншісі ғана ретінде емес, жалпы өйткені жаңа айтып отырдық қой, ойымды жеткізіп үлгермедім ау деймін, жаңағы операдан тыс опера әншісіне өзінің жаңағы концерттік репертуарда болу керек, халыққа кеңінен таралу үшін. Танымал әндері болсын, не болсын, былай да орындап жүреміз, бірақ өзінің авторлық әндері болса жақсы. Менің отан деген әнімде баритон дауысты бүкіл Қазақстанның балалары айтады, жас балалар күнде жазып жатады, минусовкасын жіберіңізші ағам, енді жіберіп отырамын деседі. То есть керемет. Ол да бір сабақтастық қой. ол да бір мен ойлаймын да, сондай әндер еліміз туралы, жеріміз туралы жақсы классикалық дауысқа келетін әндер, ол әрқашан көптеген жылдарға деп ойлаймын, бір күндік әндер емес. Сол себептен қазіргі таңда сол Төлеген ағамыздың жақсы бір әнін, туындысын дайындап жатырмыз. Таспада неге әндер жоқ деп. Мен енді сол ән арнайы жазасыз ғой сонда, иә? Ол ән өмірге қайран қалам деп аталады. Оның сөздері мынандай: қазағым дархан, бір сенің арқаң, адам болып келсем өмірге, қыздырып қанды, жайнатып жанды, тұрасың жүрек төрінде. Сен барда елім, киелі жерім, сөнбейді жанған шырағым, қашанда саған, болғанда алаң, көз ілмей таңға шығам дейді. Қайырмасы: ақылға бойла, арыдан ойла, беріден қайта шалқымай, жайдары жарқын, көшпелі алтын, секілді қайран халқымай. Деген осындай туынды. Ол үлкен туынды болып шығарғым келіп жатыр, ол жасалып жатыр. Соны мен жақын арада енді көптеген теледидарлар мені шақырады ғой. Өзіме айтамын, мен жаңалығым жоқ, мен неге бара беремін? Өзім солай адаммын. Жаңалық болмаса не істеймін, мен не айтамын? Сол себептен сол жаңалықты дайындап отырмын. Жалпы айтарыңыз көп секілді, керісінше олай ойламаңыз. Шақырса бара беріңіз. Өйткені біздің жастарға, болашақ ұрпағымызға өзіңіз секілді мағыналы айтар бар адам керек, азамат керек деп ойлаймын. Әлия ханым сөзіңіз аузыңызда рас айтады, өйткені дәл Әлия ханымның сөзіне мысалға дәлел мына жердегі комментарийлардың 60%, 50% тек сол сіздің сөз саптауыңыз, мәнеріңіз, мәдениетіңіз, мынау жалпы өзіңіздің жаңа айтып жатыр ғой, харизма, дауыс, барлығын көріп, шыны керек мына жақта бағалап отыр. Оның арасында жас бар, жасамыс бар, бәрібір ол көрермен, қандай жас ерекшелігі болса да, сондықтан сондай барлық жасты қамтып сіз көрерменнің көңілінен шығып жатсаңыз, демек сізде әрде береріңіз бар, болғанда бола береді. Бізде сұрақ қойғымыз келіп бара жатыр. Енді Сүндет мырза, жаңа Мақпал әріптесім айтып жатыр ғой, сахна сыртындағы Сүндет қандай деп. Мен осы жерде мынадай бір айтар едім. Менің бір танысым, өзіңіз секілді, мысалы классик, осы консерваторияны бітірген ұстаз, мен эстрада әншілерін танымаймын дейді. Эстрада музыкаларын мүлдем тыңдамайды. Тек қана классиканы тыңдайды. Бағалайтын да сол себептен осы жерде бір сұрақ туындап отыр. Сахна сыртында сіз қандай музыканы тыңдайсыз? Сүйікті орындаушыларыңыз кім? Мүмкін эстраданы тыңдайсыз ба, тыңдамайсыз ба білмеймін, осы жерде енді білсек. Әлде опера ғана тыңдайсыз ба? Негізі өзіңіз білесіз ғой, енді біз әрине үйде беш бармақты жақсы көреміз, бірақ күнде жиі көргім келмейді ғой. Иә, сол секілді. Рас қой, енді аңсаймыз, жақсы көреміз, иә, ол біздің қанымызда. Бірақ дегенмен мен де күнде классиканы тыңдай бермеймін, классиканы. Мен көп жылдар болды, қатты тыңдайтынмын. Басында былай ғой, әнші болғың келгенде еліктейсің. Сосын еліктеп өзіңнің жаңағы интерпретацияң, дауысыңды таба бастаған кезде, одан кейін сен тыңдамайсың көбіне. Тек қана арасында тыңдап, жақсы жерлерін, қандай вариациялары бар екен ғана тыңдайсың да. Бірақ сен үлгі тұтасың әрине. Бірақ өзің әнші болып ретінде қалыптасқаннан кейін өзіңнің жолыңды бергің келеді, өзіңнің интерпретацияңды бергің келеді. Өйткені әр адамның дауысы мынау не сияқты ғой, адамның қалайсында саусағы ма или жеке бір өзінің қолтаңба адамның өзінің даусының ерекшелігі бар, әр әншінің. Қайталанбайды дейсіз. Қайталанбайды. Сол себептен мен ойлаймын, жаңағы о чем мы говорили? Қандай музыканы тыңдау жөнінде? Мен жаңа жастар туралы айтып жатырмын ғой. Қазір эстрада саласындағы жастардың
музыкаларын тыңдаймын. Кімдерді мысалға білгіміз келеді енді бізде. Иә. Маған Оларға да мүмкін приятно болады мысалға. иә, маған сол өнерлерін. қазір енді қалай айтсам екен, біздің эстрада саласында жүрген жас балалар енді туындыларын естіп жатырмыз. Иә. Өте салмақты әндері көңілімнен шықты. Садраддин деген әнші бала Иә. өте ұнайды. Енді эстрада әншісі. Иә, жас болса да, бірақ өте сөздері де, музыкасы да салмақты, әрі сапалы. Мирас Жүгенов кезінде енді сөздері күнделікті қазақ тілінде ән айтады. Сондай жас әншілер ұнайды. Оның ішінде айта беретін көп, Қазбек Құрайш деген әнші де дауысы. Енді ерекше тембрі бар, және сөздерінің мағынасы бар, музыкасы өте күрделі емес, бірақ адамның көңілін көтеретін, ой салатын сондай. Жеңіл болса да жаңа ой салады Иә, дейсіз иә, ғой. Иә, енді жалпы әуенді тыңдағанда сіз сөзіне Мән бересіз. мән бересіз бе? Мән беремін. Бірақ енді Мағынасына. өзіңіз білесіз ғой, енді былай Тек әуен жолда емес. жүргенде, үйде тыңдап жатқанда енді сен оған қатты түңіліп не істемейсің. Иә, Білесің, иә, өйткені иә. ол ән деген, ол мысалы опера ариялар болатын болса, ол бір үзінді болатын болса, Иә. бөлшегі болатын болса, ана жаңағы кейіпкердің ойын білдіретін. Бұл жерде ән деген басынан кульминациясы мен аяғы бар, бір өмір сияқты. Соңы бар, иә. Оны басынан аяғына дейін жеткізу, ән айтудың өзі де күрделі. Әрине, енді білесіз ғой, оңай өзіңіз өнер де. жоқ жалпы. Иә, енді құлаққа жағымды, әуенді әдемі Иә, әндер өйткені болады ғой, иә. Қазақтың жігіттері қазіргі таңда жас буын әншілер жақсы жаңағы сапалы әнмен біздің тыңдаушыларды қамтамасыз етіп жатыр деп ойлаймын. Енді осы ретте операдағы вокалдық техниканың сыры неде? Дауысты сақтау үшін не істеу керек? Жастарға қандай сіз кеңес беретін едіңіз? Вокалдық техника. Иә. Енді вокалдық техника ол әр дайындалған сайын шыңдалады. Бірақ бізде бір жайт бар, бұл жерде композиторға байланысты. Мысалы, опералар көптеген композиторлардың жазу стиліне бөлінеді. Оның өзінің орындау мәнері бар. Мысалы, Россиниді орындайтын болса, ода көбіне дауысын аджилита дейді. Аджилита это тез орындайтын мелкий ноталар. Сондай техника болу керек. Ол мысалы біздің әншілерге де мысалы қалай айтсам екен? Жақын ба ол не орындау? Жоқ, шетелдік әншілер мысалы өзі тек қана Россиниді орындайды, тек қана Беллиниді орындайды, соны ғана орындайды. Біздің әншілер одан да керемет та, былай қарайтын болсақ. Олар Бүгін Абай операсын орындаса, келесі күні Евгений Онегинді орындайды, одан кейін барып қалай айтсам екен, жаңағы Вердиді орындайды, одан кейін Россия. Олардың былай қарайтын болсаңыз, орындау шеберлік жағы өте күрделі, өйткені күн сайын басқа стиль, басқа техника қолданады. Басқа Ол да бір шеберлік қой. Дауыстың несі де түсі де, қалай айтсам екен, өзгеше. Сол себептен талап етеді ғой. Енді мысалы мен лирический тенор болсам, мен мысалы Калавты орындай алмаймын. Өйткені әр партияның өзінің дауысының бояуы бар, сондай талап етеді. Сол себептен жаңағы әншілер көбіне жаңағыдай сондай қиыншылықтармен кездеседі сахнада. Бірақ дегенмен шетелдік әншілер тек қана сол бір ғана композиторды орындайды. Мысалы, Россиниевский әнші болсаң, соны орындайды. Әлемде бүкіл жерде қай театрға барсаң, соны орындайды. Біздің ерекшелігі, біздің әншілер штатный әртіс болғаннан кейін, сен мына партияны орында көресің, мына орында көресің. Иә, талап көп, және соған олар сай жаңағыдай не дейді жаңағы бір сарында бір бағытта емес, олар әртүрлі. Сонымен біздің әншілер ерекшеленеді. Ерекшеленеді, және сонымен де талантты деп айтуға. Бірақ ол уақыт өте келе дауысқа өз әсерін тигізуі мүмкін. Енді білмейсің ғой қанша уақытта, бірақ адам әнші солай тез дауысынан айырылуы мүмкін. Оның да былайша айтқанда бір өйткені сен Россияда айтатын болсаң, соны айтуың керексің. Өйткені оның демек ол бәрібір шетелде дұрыс бағыт
жасалып отыр ғой. Енді Яғни ол бір немен, иә. оларда үлкен конвейер ғой. Әншілер көп, өзінің жаңағыдай келіп ұстануы бар. шақпен орындады, кетті, келесі әнші келді. Мысалы, Орын көп алмастырып әншілер отыр. мына Россиниді жақсы айтады, сонымен танымал. Хуан Диего Флорес деген әншілер. Соның былайша айтқанда үздік орындаушысы ретінде ол соны ғана орындайды. Иә, Йонас Келесі- Кауфман мысалы драматикалық тенорлардың партияларын орындайды, сонымен танымал. Сол сияқты, біздің қазақтың әншілері бәрін айта береміз ғой біз. Иә, біз Сол себепті- әр алуан десек енді сондай, өйткені иә. біз азбыз ғой. Сол себептен Санаулы жаңағы аз болған. әншілерімізді қолдау керек. Қолдап, жаңағыдай Иә. керісінше сол әлемдік деңгейге шығару Көмектесу, керек иә. дейсіз ғой, көмектесу керек. Бірақ деп жатсыз. негізі дауысқа не болады, зиян болады, износ болады. Сол себептен сақтау үшін әр әнші өзінің партиясын орындау керек, білу керек. Мысалы мен әртіспін, жаңағы мына партияны көріп тұрмын, маған келмейді дауысыма. Бірақ баритон дауысы болсын, не болсын, әр нәрсенің уақыты бар. Оған мысалы жас әншілер соған келу керек. Кейбір бір опералар 5-10 жылдан кейін келу мүмкін, иә, мысалы. Россини Моцартты орындап, адам дауысы кішкене піседі, содан кейін барып жаңағы Верди композиторға көшеді, соны орындайды, одан кейін барып Вагнерге көшеді. иә, өзінің тәртібі бар ғой. Иә, бірақ кейбір әншілер тума талант болады. Мысалы, мына партияға кейіпкерге дауысы дайын. Мысалы, орындағанда оған қиналмайды. Енді Күтудің қажеті қанша жоқ, жұмыс дайын тұр. жасайды, бірақ оның дауысынан әдемі шығып тұрады жаңағы. Келіп тұрады. Мысалы Сол себеп- сіз деген сияқты. Енді жоқ, менің өзімді бала кезімдегі дауыстарымды қазір тыңдасам күлкім келеді, өйткені енді Жетілмеген, иә, бәрібір де. Сол себептен оған жаңағы уақыт керек, және әншінің өзін дұрыс талғамы керек. Егер оның әншілік шеберлігі ұзақ болсын десе, сахнада Иә, жалпы, иә. ол өзі білу керек дауысын, свои возможности дейді ғой, Өз өзінің мүмкіндігін, иә. Иә, соны біліп, сол партияны орындау. Одан қиын күрделі нелерге Бейімделу керек па? тез шап Иә. алып орындайтын болса, ол өзінің уақыт өте келе ол Жаңағыдай дауысына немесе зиян қалуы тигізуі мүмкін. мүмкін. Ал жалпы сіз енді қандай күтім жасайсыз? Күтім жайлы. Мен ба? Иә. Дауысыңызды қалай? Күтесіз, иә, енді сол туралы, иә, жалпы. Балмен шай ішесіз бе? Шыны керек, Қалай сақтайсыз енді дауысты? Жұмыртқа, шикі жұмыртқа. Иә, бір лайфхактарыңызбен бөлісіп қойсаңызшы, өйткені жас әншілер көп, және жалпы операға қызығатын, операны көретін, операға баратын жастар көбейді. оның сыры Соны жалпы, ешқандай қиын емес. Күнделікті распевка жасау, көбіне көп сахнаға шығу, әрдайым жаңағы шабыт үстінде жүру, ізденіс үстінде жүру, соның бәрі өзі ықпал етеді. Өйткені сен күнделікті дауысыңды жібітіп, оятып, енді әр әнші таңертең оянғанда, ванныйға барғанда, мысалы жүрген кезінде ыңылдап қоятын Иә, бір ән бар. Дауысым салып, орындама, иә, бүгін жақсы екен. нормально. Иә, бір тексеріп қояды, иә. Сол сияқты көбіне ол сондай естественный момент. Жылы су ішесіз, күтінесіз ғой, иә? Жоқ, жылы су ішіп ондай күтім істемеймін. Өйткені Балмұздақ жейсіз ба? Деп қойын. да, мен енді ішімдікке жоқпын вообще. Я не помню тамаша, даже иә. этот вкус пива даже. Иә. И Мен жалпы сол үшін сүндет мырзаны қатты құрметтеймін, өйткені ол жағынан да айтады ғой, енді жаңағы дұрыс тамақтану, дұрыс өмір салтын жалпы барлығы иә, сол. ұстану. негізі менің осындай ұстаным қалыптасуына менің өзімнің Берік деген ағам қазір араб әміршілігінде консул болып жұмыс істейді. Арабтардың жағынан шақырған жұмысқа 10 жылдың сыртында. Арабтанушы сол ағам 11 бітіргеннен кейін араб тілі основ ислама деген университет бітірген. Сол бала кезімізден ол кісілер намаз оқиды, наиф имам болды. Түзу жолда. Сондай жолда Иә. өстік та. Үлгі алдыңыз. Андай не деген жоқ. Сондай дұрыс. Иә, өзінің таза. Соның бәрі өзінің бізге әсер етті. иә, енді туған өзім ағам болғаннан кейін сол әрине. қалыптастырды да. Біз содан кейін барып біз енді жақсы жерден, жаман жерден жиреніп, жақсы ұмтылып солай өстік. Тамаша. Ағаларымыз, Керемет. туған ағам, Берік ағам сондай бізге дұрыс жолды Көрсетті, дұрыс бағытты. өйткені ол кісілердің оқуы, білімі сол Жоғары болды Иә, иә. жаңағыдай, иә. Иә. жаңағы діни жағынан өте білімі Терең болды. терең, өте терең. Иә, алдыңыздағы ағаңызға қарап бой түзедіңіз, бір Иә, сөзбен ой айтқанда. түзедіңіз, дұрыс. Енді мына жерде қазір егер бір оқырмандарымыздың сұрауын орындамасақ, Иә, болмайын деп бізден тұр. отписка жасап кететін түрі бар. Иә. Барлығының айтып жатқан тілегі торғайым әнін орындаса екен, айтыңыздаршы, жүргізуші. Қоймай жатыр, қолқа саламыз қыздар дейді. деп, иә. Үзіндісін бір шумағын болсын орындап берсінші деп өтініп Қалай біз жатыр. енді оқырмандарымыздың осындай тілегін орындамаймыз деп сіз үшін сіздің атыңыздан айтқаным білмеймін енді қаншалықты дұрыс, бірақ оған не дейсіз? Мен негізі торғай туралы айтып отырсыз. Бала кезімде
Қалибек Диржалы деген бізде композиторымыз өмірден өтті. Ол кісі көптеген елге сондай әндер, танымал кісі, елге сондай әндер арнаған. Сол кісінің бала кезімде мен жаңа сұрап отырмын ғой, есіме түсіп кетті. Өзіңіз білесіз, Ахмет Байтұрсынов Ахаң Жақаң деген әні шыққан. Сол әнді мен бала кезімде жаңағы ұстазым баянмен ойнайтын, мен сол кезде ол кісінің баянын сахнадан сахнаға тасып жүретін есімде. Енді ол кісі енді әйел адам болғаннан кейін сол кісінің туған қарындасы маған үйреткен, соны орындап берейін. Әрине. Жақсы. Ал қабыл алыңыздар, құрметті оқырман. Торғай үшін екеуің де бірдейсің, ертелі кеш дамыл тыным көрмейсің, Ахаң Жақаң секілді ойлап ел қамын, Ахаң Жақаң секілді ойлап ел қамын, қажет болса көзіңді де көрмеймін. Торғайдай тасыған, есілдей есілген, кеудесі ғашығын, ел бағын өсірген, сән берген қалаға, дем берген далаға, айналдым сендерден, аяулы жанаға. Мен бала кезімде есімде енді мына жерде көрерменіміз өзі барлығы бір торғайдан сияқты ма жиналып қалыпты. Бәрі қоймайды. Сіз хабарландыруға жасамап едіңіз. Керемет. Торғайлықтарға көп рахмет. Керемет, мына жерде бәрі мен де торғайдамын деп риза болып жатыр. Сол сәтті күткен сияқты. Сіздің ерекше даусыңызбен сахнадағы алпамыс батырдай айбатыңыз қазақ өнерінің нағыз мақтанышы деп жатыр көрермендер. Енді бізге салса өзіміздің әрқайсымыздың ұнатып тыңдайтын әндерімізді сұрағымыз келіп отыр енді. Ол енді мүмкін өте көп болып кетер енді. Бенефис қой енді бұл. Бенефис шоу болып жатыр. 2000 есім қателеспесем Асан Әшім мырза. Иә. Ол кісі енді Бекжанды ойнады. Иә. Кинода. Бекежанды ойнады, төлеген. Ол кісі марқұм сол кісінің қолынан 2014-16 жылына ең қазақстанда үздік сахнагер деген марапат иеленген. Сол кезде ол кісі маған өзі айтқан тұғын, мен кинода болсам, сен операдағы Бекежансың дейді. Сол сияқты, сол есіме түсіп отыр қазір. Бекежанда да партиямда бар. Иә, сіз орындадыңыз ғой, орындауыңызда бар репертуарыңызда. Онда есіме түсіп отыр. Иә, құрметті көрермен, енді біз осы тұста сұхбатымызда енді өз мәресіне жетіп қалыпты. Енді уақыт деген өте тапшы ғой. Шыны керек сізге арнаған бір бенефис бағдарламамыз деп қабыл алыңыз, өзіңіздің өнеріңізді құрметтейміз. Осы тұста достар бір құлаққағыс болсын, анонс дейміз, иә. Өздеріңізге енді біздің Сүндет ағамызды тек қана TikTok парақшасында тікелей эфирде емес, жаңағыдай жанды дауыста өзін көріп қошемет білдіргіңіз келсе, жақын арада, яғни бірер күннен кейін 20 маусымда Латиф Хамиди және Ахмет Жұбановтың 20 жылдығына арналған гала кеш өтеді. Сол арнайы гала кеште, ол да жаңа өзім жоғарыда айтқан Еркеғали Рахмадиев атындағы филармонияда өтеді, иә, қателеспесем. Сағат нешеде? Айта кетсеңіз. 5-те ма, сол 5-те шамасында қателеспеймін. 19:00 жетсе, кешкі 19:00 екен, 20 маусым, яғни 2 күннен кейін біздің Астана қаласындағы көрермен қауым үшін айтып жатырмын, достар, келіп тамашаласаңыздар болады. Сүндет аға шығарманы орындайды. Қандай шығармаңызбен таңғалдырасыз, айтып отырыңыз? Абай операсынан Абайдың ариясын орындаймын. Керемет. Негізі біздің филармониямыздың өзінің классикалық бөлімі бар. Тек қана классикалық әншілер. Сол біздің әріптестеріміз, өнердегі бауырларымыз, қарындастарымыз бірге осы 20 күні камералық залда ән кешін сыйлаймыз. Тамаша. Орындалады, әндер орындалады. Келіңіздер, көріңіздер, қатысыңыздар, асыға күтеміз деп қояйық енді. Енді Сүндет аға тағы бір сұрақ, мына опера өнердің көпшілікке, әсіресе мына жастарға, жалпы халыққа десек те болады, жақындату үшін қандай әрекет жасау керек? Негізі өзіңіз білесіз, бұл өте күрделі өнер болғаннан кейін көп адамдар операда енді оқу бітіріп жатқан қаншама жастарымыз бар, олардың бәрі операға келіп жатқан жоқ әнші ретінде. Бұл өзі сондай күрделі өнер болғаннан кейін
бір таңдаумен талғаммен иә келеді. өз буынмен келеді. Өз мынау ермек ағаларымыз, бибігүл Иә. апаларымыз, дәнкейін Нұржамал ханым, Майра ханымдар болатын болса, одан кейін өзі сондай күрделі өнер. Бұл жерде қалай айтсам екен, шынайы осы өнерге өмірін арнамаған адамдар болса, сосын енді оның жаңағы мүмкіншілігімен, енді білмейміз ғой, оны бір тағдыр біледі, бірақ шынайы сол өнерді қуса, мысалы, мен ойлаймын, жақсы опера әншілері пайда болады деп. Қазірде бар, бірақ дегенмен күрделі өнер болғаннан кейін көп әншілер осы оқуды бітіріп басқа салаға кетіп жатады. жарты хор жылдан әртісі болып жатады мысалы. Сол себептен өйткені жол өте күрделі және адамның да өзінің жаңағы ізденісі көп нені еңбек талап етеді талап ғой. етеді. Табанды еңбек. Сол себептен бұл енді өте күрделі нәрсе адамның бағына қарай. Бірақ анау жаңағы операдағы қиыншылықтарды біле отырып, күрделіліктерді біле отырып, оның бәрі енді көп адамдар ол жерде қалып, әнші ретінде қалыптасу өте күрделі. Сол себептен санаулы ғана адамдар. Иә, жаңа өзіңіз айтқанда аз ғана дедіңіз ғой, аз ғананың өзін алтындай сақтап. Үлкен саф өнер болғаннан кейін, кейін, өзіміз сол айтып отырамын ғой, оны сақтау үшін жаңа сіз айтқандай жаңағы қолдау болу керек деп ойлаймын мемлекет тарапынан. Насихаттау жұмыстары жүру керек осы бағытта. Енді Сүннет мырза, Италияда тұрып келдіңіз. Италия тілін білем деген секілдісіз. Енді осы мүмкіндікті пайдаланып, ән айтудан бөлек, мен осы жерде сол Италия тілінде осы біздің Арутокстың қыздарына және Арутокс бағдар жобасына дейікші, енді шоу бұл кешкі арнап бір өзіңіздің лебізіңізді білдірсеңіз Италия тілінде және біздің оқырмандарға осы Арутокс жобасын үзбей қарауға, жазылуға шақырсаңыз. Қалай қарайсыздар, қыздар? Жақсы, керемет. Италияша? Жақсы. Carissimi signori e signore, vorrei dire che oggi è stato veramente molto interessante. Ho parlato tante cose di musica con queste giornaliste molto famose e bellissime. Vorrei dire è stato molto interessante stare qui, parlare di musica, una cosa molto sacra e rara, e quindi vi volevo dire che loro hanno questo Instagram. Vorrei che voi tutti seguite questo programma, quella che già possiamo dire molto stanno crescendo, è famoso, e tanta felicità e buona fortuna a tutti a voi. Felicità дегенді ғана түсіндік. Журналистика деген түсіндік. Инстаграм. Мен айттым, біздің еліміздің танымал профессионал журналистермен жақсы сұхбат болды деп. Сол себептен сіздердің осындай парақшаңыз бар екен, сол сіздер seguite, то есть следуйте, follow. Поэтому сол себептен сіздерге үлкен сәттілік тілеймін. Осындай керемет жақсы сұхбаттарыңыз, кейіпкерлер, қонақтарыңыз болсын. Сүннет мырза, сізге үлкен алғыс айтамыз. Уақыт тауып бүгінгі біздің кешкі шоуымызға, яғни форматындағы подкастымызға келгеніңізге, сізге шығармашылық табыс, біздің қазақтың өнерін әлемге паш етіп таныта беріңіз. Аман сау болыңыз. Көп рахмет. Көп рахмет, бірақ енді қыздар, менің ұсынысым болып отыр мына жерде, осы біз бүгінгі шығарылымызды бір әдемі, өзіңіз жаңа айтқандай отан, патриоттық отан әнімен жапсақ қалай қарайсыз? Қанша болса да. Қанша ән шырқаттық. Шынында да бенефис болды бұл. Енді өзіңіз сол патриоттық әндерді жақсы көру арқылы келдіңіз. Сол себептен де жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз отан деген ән деп. Төлеген ағамыз жаңағы Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерін қарап отырып, осы сөзді естіп көріп қалып, музыкасы сол уақытта пайда болған. Сол керемет ән, отанды орындап берейін онда. Әрине. Отанымның
тілін сүйем, күнін сүйем. Ақын төзен асқар тауын көлін сүйем. Отанымның қасиетті тілін сүйем, ділін сүйем. Құдіретті үнін сүйем, күйін сүйем. Отанымдай жер бетінде дала бар ма, орман бар ма? Отанымдай жер бетінде арман бар ма? Мен отанымды мәңгілікке сүйіп өтем, сүйіп өтем. Мен отанымды мәңгілікке сүйіп өтем, сүйіп өтем. Керемет, браво. Браво. Керемет. Көп рахмет. Не дерімізді білмей қалдық қой. Иә. Бірақ десек те енді алғысымызды білдіреміз. Көп рахмет. Бізге берілген уақыт осымен тәмам. Сізді тағы да осы төрімізде күтеміз. Жаңа шығармаларыңыз шығып жатса. Келе бермеймін. Жаңалық болғанда Жаңалық Эксклюзив деңгейіңіз бізді немесе. жаңағы мектебіңізді ашасыз. Бұйырса, Қуантыңыз, қазақ халқына жария етейік оны, жар салып айтатындай бір сондай қуанышты жаңалықтар орын алсын өміріңізде. Және енді орамал тон болмайды, жол болады дейді. Сыйлық сыйлап, адамды сыйлап жүретін қазақпыз ғой. Осы жерде біздің әріптесіміз осы журналистика саласында өзіндік бір орны бар. Хабар агенттігі 24 KZ арнасында бірге қызмет атқарамыз. Азамат Әбілқайыр деген журналист ініңіз бар, бауырыңыз десем болады. Енді жақында ғана осындай туындысы жарық көрді. Бұл енді біздің еліміздің болашағы, кішкентай жасөспірім балаларымызға арналған осындай кітабы. Самокат, скутер, велосипед деп аталады. Оның ішінде бір өзінің оқиғалары бар, балаларды қызықтыратын әдемі әңгімелері бар. Енді осындай әріптесіміздің туындысын, яғни сиясы кеппеген деп айтайықшы. Жаңа ғана күні кеше тұсауын кестік. Осы кітапты сізге сыйласақ қабыл алыңыз. Рахмет. Енді сыйлықтың төресі кітап кітап дейді ғой. ұрпақтарыңызға оқытасыз. Жаңағы үйіңізде сақтап қоясыз, балаларға бересіз дегендей, осыған қарап біздің жастарымызда бой түзей берсін. Рахмет. Сізге кішкентай ғана аз да болса саз Көріңіз. Самокат, скутер, велосипед. Көп рахмет, достар. Дәл қазір тікелей эфирге Сүндет мырза 22.300 адам қаралым болған екен. Бұл тікелей эфир үшін тамаша көрсетілім. Сондықтан да достар, тікелей эфирге қатысқан әрбіріңізге алғыс айтамыз. Арутокстың келесі сұхбатында қонағымызда кімдерді көргіңіз келеді? Біздің YouTube парақшамызда пікір қалдыра кетіңіз, міндетті түрде ескеретін боламыз. Тікелей эфирде сіздермен болған Сағыныш Әбіке, Мақпал Асубай және Әлия Шермағанбет. Құрметті қонағымыз Сүндет Байғожин. Сау болыңыздар. Көп рахмет. Рахмет.